Ал бізде қазір готовность болып жатыр. Разюш, қалайсың? Дайынсың ба? Да. Пожалуйста, пожалуйста, мантиспешь только, пожалуйста, десе. Досыдық қой. Мен қорқам ше сенен, если честно. Қыздар, жігіттер дайынсыздар ма? Бәрі өз орындарына отырды. Тамағымызды настроим. Я хочу мясо. Давай серьезно отырып. Біздің папаға айтқан 2 жыл қалды өмір сүруге. У него губы синие, я иду, вообще не могу понять, что происходит. Білмеген жігітке бере сала ма? Не по любви же, чужая среди всех. Ішесің ба? Тавр қыз ұрып тастады. Ол Примерно. көзіңе шөп салды. Каждый день могла пить просто. Менде депрессия қатты. Хочу замуж десе. Есентай! Алып қаша! Подписчикам Жизбуроза жібереді. Мен Есентайдың қызғанғанын бірінші рет көрдім. Қай жері ұнайды саған? Ол идеальный жігіт. Білуімше намаз оқисың. Иә. Сәлем достар, бұл табу бағдарламасы бүгін бізде қонақта музыкант, сүйікті блогерлеріңіз, сүйкімді де сұлу Разиюша. Разиюша, қош келдің студияға уақыт келіп, уақыт тауып келгеніңе рахмет. Негізінде сен жайлы Google'дан іздесек, ақпарат өте аз. Видеолар бар, вайндар бар, неше түрлі, я, бірақ жаңа Википедия жоқ, яғни биографияң жоқ. Неге? Енді Википедия бар болу үшін сен сияқты бір Анара Батырхан болуым керек ғой. Ну, я же недостаточно такая звезда, типа, чтобы про меня писали статьи. Деп ойлаймын. Деп ойлайсың. Иә. Деп скромничать отырсың. Иә. Енді жуырда, я, біздің бағдарламадан кейін биографияңа тағы да жаңа ақпараттар қосылады деген үміттеміз. Балалық шағың Сатпаевта өтті. Сен бір сөзіңде айтқан екенсің, туған жерімнің атын шығарғым келеді деп. Я, сол сөзіңді түсіндірдім. Ну, Сатпаев дегенде мен вообще Сатпаев это город. Көбі Сатпаевты білмейді. Жезқазған, Сатпаев. И Сатпаевтан кейін Рудник деген поселок бар. Сосын Весовая деген поселок бар. Прям кішкентай поселок. Прям 5 минут можно его обойти. Мен сол поселокта туылғам негізі, по сути. Ага, Рудникта? Жоқ, Весовая. Весоваяда. Да, Весовая деген поселокта. Ну, этот поселок снесли, там, короче, жердің астында бірдеңке тауып алдық деп, білмеймін, короче, шахта жақ қой енді, Жезқазған Сатпаев. И біз Сатпаевқа көшірді. Мен қазір вот Сатпаевта тұрамын, ата-анаммен бірге. Болды. Неге Сатпаевтың атын шығарғым келеді деп сөйледің? Атын шығарғым келеді дегенде бізде енді Сатпаевта блогерлар аз. Қазіргі таңда енді TikTok бар болғандықтан шамалы адамдардың аты шығып жатыр, а так нет у нас. Бірақ сол кезде болған жоқ дейсің ғой? Сол кезде я, ну, хоть и надо мной там издевались, реально, что, Сатпаев-то блогерша, ты что, гонишь, дегенде, я все равно, мне это нравилось, я это делала. И вот. Балалық шағың жалпы қалай өтті? Сен кішкентайыңнан осындай ашық, көңілдісің ба? Балалық шағым, мен кішкентай кезімде, мен ешқашан кішкентай кезімде балалармен далада ойнап, как это, все же играли раньше в игры всякие во дворе. Скакалка деген. Да, я вообще не умею. Резинка ойнау білмеймін, например. Осындай ойындарды. Қыздармен ойнамайтын? Ойнамайтын, потому что мен папам кішкентай кезімде мені музыкальный школаға берген, биге берген, осындай шахматы, чтобы я развивалась. Из-за этого я вообще мен задрот болатынмын қатты. Бір ұл, 5 қызсыңдар. Негізінде осы жаңалықты естіген кезде мен таң қалдым, 6 баласыңдар үйде. Мәссаған, бір-біріңмен қалай тіл табысасыңдар? Наоборот, жақсы ғой, үйде 5 қыз, бір-бірлен киімдеріңді киесіңдер. Ну, кішкентай кезімізде, конечно же, андай болды, төбелесіп, любой 5 қыз, прикинь, үйде. Любой, мне кажется, семьяда қырлы сондай болады қыздардың арасында енді. Жаңа айттым ғой, ағаларың бар тағы деп, иә? Бір ағам бар. Менің ойымша, жалғыз ұл деп оған ерекше көңіл бөлінетін сияқты ағаңа. Ол ағам мен сводный ағам и папаның бірінші брагынан. Я, и когда я маленькая была, ол как-то с нами не жил, біздің қасымызда болмайтын онша қатты. Мен өскеннен кейін, папа қайтқаннан кейін уже тіл табысып, шамалы, ну, пытался заменить отца мне. Қазір ағаң қанша жаста? 38-де ма, осылай. Қалған сіңілдерің туған, иә? Барлықтар, яғни бір анадан, бір әкеден. Жоқ, если честно. Айт, если честно. Америка ашып отырық десе. Биографияға көніп жатырмыз ғой. Менің бір ақ сестренкам бар, Сайора деген. Сайора. Екеуміз ғана родноймыз. Бір анадан, бір әкеден. Қалған екі үлкен сестрам, ол маманың бірінші брак. Мен үлкен ағам, ол папаның бірінші брагынан. И мен кішкентай сестренкам, ол қазіргі папам қайтты ғой енді.
И қазіргі біздің маманың қазір, как объяснить-то? У меня язык заплетается. Қазіргі папаңның көзі ма? Сен кішкентай қазіргі мой отчим, короче, от моего отчима младший өгей әкемнен қазіргі кішкентай Алия деген сестренкам бар тағы. А Сайора ол менің туған. Ну, если честно, мен туған, олай бөлмейсің, для меня біз бәріміз туғанбыз, бірге енді өстік, қазірді бірге көмектесіп, как-то нет такого, что я не чувствую, что кто-то из нас чужой. Мы все из одной семьи. Бір қан бар, я как-никак. Ал олардың араларында блогер болам деген сестренкаларың жоқ па? Енді қазіргі Сайора кішкентай сестренкам шамалы, енді ондай икемі бар, бірдеңке түсіріп. Сайора ол сен жаңағы поста салатын кішкентай қыз, иә? Ол Алия. Ол Алия. Алия. Сайора үлкендеуі шамалы. Ол қазір 12-де. Алия ол кішкентай 3-те. Сенің армандарыңның бірі анама өзі жасаған нан сататын жер ашып беру деп айтқан екенсің. Сонда анаң нанды жақсы пісіре ма? Мен анам бүкіл тамақ жақсы пісіреді негізі. Бірақ мен анамның лепешка барғанда, узбекский лепешка, самса. Это вообще, я считаю, что мен айтпаймын енді, мен мамам, типа, самая крутая, но для меня и для тех, кто пробовал, Есентай біздің келді, Есентайды жеп көрді, пробовал, моим подругам, для них это вот самый лучший хлеб и самая лучшая самса. Вот серьезно, бір күні үйге келші. Иә, бер. Мен мамам келе жатыр, кстати, 27-ге үйге келші. Радиуша мені күнде шақырады үйіне, ресторанға апарады. Иә, сөз бойынша уақыты тимейді. Анара ханның да уақыты тимейді. Свидетель, осы программа свидетель болады, сен мен лепешкаға мен шақыруың. Енді неге ашпай жатсыңдар нан сататын жерді? Мама пока өзі, наверное, не хочет. Ну, у меня, если честно, еще на данный момент, наверное, другие какие-то планы. Например, я хотела маме машину купить, я купила вот недавно машину маме. Да. Қандай көлік алдың? Көлік демесін. Қандай көлік алдың? Енді көлікті алған шығарсың, мен алып алған шығарсың. Гранта, я не шарю, короче, мамаға ақша жібердім, өзі алып, біресе гранта, мен машиналарда вообще не шарю. Өте тамаша, жарайсың. Вот следующая цель это купить квартиру в Алматы. Куплю квартиру, уже өзімнің үйім болатындай бар ғой. Куплю квартиру и потом уже спокойно қандай бизнес істеген келеді, сондай уже істей береді. Өзің квартира алғаннан кейін сен көшіріп алғың келіп жатыр ма анаңды? Жоқ. Олар қала ма сол жерде? Мама говорит, маған ұнамайды Алматы. Хотя она здесь не была. Болмаған вообще өмірімде, бірақ Алматы ұнамайды дейді маған. Неге? Неге десем, слишком шумно, суматоха. Осылай дейді да. Қарбалас. Иә, қарбалас бірінші десіп тұрмын. Қарбалас, иә. Қарбалас, иә. Понимаешь, қарбалас. Қазақша сөздігіңе бір сөз. Плюс один сөз. Ал жезқазғанда более спокойно. Как-никак сол жерде уже, иә. Сколько мы уже живем. Бәрі білет бізді. Мен говорю, ну, типа, мне тут хорошо. Отбасыларыңда басты құндылықтар не? Салт дәстүрді ұстанасыңдар ма? Біз өз тілімізде сөйлесеміз, өзбекше тілде сөйлесеміз үйде. Үйге келгенде почему-то бәрі менен сұрайды, неге Разия сен сразу орамал тағып кетесің, өзбекше сөйлеп кетесің? Иә, сол кейін. Иә, потому что кішкентай кезден бастап мен үйренгем осылай үйде жүруге. Мама ұрсады, басын ашық жүрмесін деп, ну, үйде орамал тағып жүр деп. И я вот так вот хожу дома, в принципе. Яғни анаң айтады, өзбек тілінде сөйлеңдер. Жоқ, енді непринужденный емес, енді кішкентай кезден бастап, енді сен қазақша тілде сөйлейсің ғой, үйде отбасымен бірге. И как-то өзімен өзі кетеді ғой. Маған әкең туралы айтып берші. Жалпы әкең қандай кісі болған, бір есіңде қалған ерекше естеліктер бар ма? Негізі мен әкеме қатты жақын болғам, мамаға қарағанда. Мектепке барам, жүгірем сразу әкеме. Пап, прикинь, знаешь, что случилось? Папа, осылай папаға айтатын бүкіл нәрселерді, мектепте болған, там, я не знаю, какие-то свои секреты, бүкіл нәрсені папаға айтатын всегда. И папа, ол мен үшін өмірлік ұстазым шығар, потому что көп нәрсені үйреткен маған. Маған түрлі уағыздар айтатын, религия жаққа, исламға қатты жақын болатын. И всегда, когда к папе прихожу, спокойствие үйде бар ғой. Біз еще, кстати, кішкентай кезімізде, мен сестраларыммен бірге отдельно тұратынбыз. Отдельно. Получается, мен екі сестрам үлкен, мен Сайора, мы жили в отдельной квартире. Мама, папа в отдельной квартире. Но у нас, получается, бір этажда екі квартира болатын, просто мы отдельно. Бірақ тамақ бәрін бірге ішетінбіз, но жили почему-то отдельно. Как-то так, я не знаю. И вот мен сабақтан келем папаға.
пап, вот осындай жағдай болды, папа маған совет айтатын всегда, там өзінің бір, как тебе сказать, какие-то свои жизненные опыты всегда говорил. Үйде всегда сүрелер қойылып тұратын. Сүре бар ғой, Құран сүре, всегда үйде қойылып тұратын, папа қоятын. Я не знаю, что сказать даже про папу. Обычно что там говорят. Ерекше сәттер. Ерекше сәттер. Есірікте қалған. Білмеймін, мен әкеммен бүкіл күн ерекше сияқты өтетін. Мен әкем біздің мамадан 24 жасқа үлкен. Я, и даже папа 60 жаста болса да, там, 50 жаста болса да, всегда, ну, из-за того, что у него молодая жена, наверное, дети такие, он всегда был как молодой. Мен, например, билеп жүрем, біздің папа бізбен бірге билейтін бар ғой, хотя папа 60-тағы кісі, ойлаш, и он с нами вместе танцевал, там, с нами вместе, мы дурачились с нами, дурачился, осындай темалар. И бізде Сатпаевта бір не болған конкурс, как там, лучшая семья деген сияқты бар ғой? Иә. Мейірімді отбасы, какой-то там, қазақша білмеймін точно, лучшая семья деген. И сол неге біз шақырды, қатысуға шақырды. Yeah. И получается, біз бірде, у меня даже фотка должна быть, как бы на курсе. Сейчас я покажу. Бірде костюм тігіп, папа өлең айтып, короче, біз билеп, мама өлең айтып, папа бәріміз билеп. Жасыл киімде біз бұл суретті міндетті түрде достар қоятын боламыз. Я скину. Вот, прикинь, мой папа, вот тут ему 65, что ли, лет, и он бізбен бірге осылай сценаға шығып, билеп, и я думала, какой же у меня папа, просто андай, ешкімнің сөзіне тыңдамайды, например, бізде қалай 60 жасқа келді ғой, анау не жап-жас қатынды алып алған, осындай әңгімелер болады ғой, по-любому, бүйтіп алған, сөйтіп алған, и я думаю, блин, мой папа ештеңеге қарамай, например, 60 жасына сценаға шығып, да, например, мен, когда я в школе кейде бір бұзықтық істеп қойғанда, біздің папа вообще айтпайтын андай, менің қызым жаман, менің қызым мынандай, он просто никому никогда в жизни, как тебе сказать, так, сейчас, мысль... Не давал в обиду, да, никому никогда. Сендерді әрқашан қолдайды, қорғайтын, және де менің балаларымның сөзі әрқашанда мен үшін дұрыс деп, дұрыс. Ұрысудан гөрі, менің ойымша, көбінесе ақылмен сендерге түсіндіретін. Вообще ұрыспайтын. Біздің, я не знаю, как это так, столько лет, брак, там, сколько, 15 лет, 18 лет мен 97 жылы мама папа үйленді, 2015 жылы папа қайтты, получается. 18 жыл мама мен папа бірге тұрған, и мен ешқашан көрген жоқпын, что мен мамам, либо папам бір-біріне ұрсып, либо ұрып, либо осындай тем, бізге де вообще ұрыспайтын. Просто если біз бірден кестіріп қойсақ, отырады, и сұрайды, неге өйттің, не болып қалды? Ақылмен шешті. Иә, и мен айтам, вот, бүйтті, например, маған ұрысты, мен оны ұрып жібердім. Сосын айтады, сен ұрдың, например, не пайда саған, не істедің? Жылады, бірнәрсе өзгерді ма сен оны ұрғаннан? Өміріңде күшті бірнәрсе болып қалдың ма деп? И реально ойланып қаласың. Реально. И папаның бір сөзі бар, который никогда в жизни не забуду. Біздің мама, папа бәрі кішкентай кезде намаз оқып, осындай намаз оқитын мама. И мен мектептен келем, мама 5 уақыт оқитын. Мектепке барар кезде таңертең мама намазға тұратын. И мен андай тоже намаз киімім осындай болатын. Мамамен бірге тұрам да таңертең. И намаз оқып, хотя мен оқу білмеймін, но мамадан үйреніп осылай таңғы намазды. Енді сосын өскеннен кейін как-то, өзім, мне кажется, как-то само это уходит от тебя. Или окружение, может, меняется, или что. Мен таңертең тұрып, мамамен бірге оқымайтын уже намазды. Потом папа маған былай айтатын, ты моя дочка, и даже если когда-то иман от тебя ушел, сенің жүрегінен, но сен по-любому қайтып келесің осыған. Типа, даже если сен бір жерде не істеп кетсең, ішіп кетсең, я не знаю, там, всякое возможно енді. Да, я, всякое болып кетсең, бұзылып кетсең де, сен по-любому осы жолға қайтып келесің деп. Таза жолға. Таза жолға қайтып келесің, потому что сен менің қызымсың. Сен кішкентай кезден бастап, осындай атмосферада, осындай, типа, о, почему я туплю? Блин, папа туралы айтқанда. Жоқ, бәрі жақсы, Разия. Папа туралы айтқанда, мен тілім прям... Сейчас. Я просто не хочу плакать.
ішкі эмоцияны Да. шығарсаң да болады, онда тұрған ештеңе. Вот он говорит, если ты моя дочка, ты по-любому к этому придешь. Ты по-любому будешь в этой таза жолмен осылай жүресің деп. И папа қайтқаннан кейін, мама захотела меня выдать замуж, потому что у нас по узбекским обычаям, если ты уже совершеннолетний, если тебе уже 18 лет, все, ты должна уже выходить замуж, типа, все. Сенде басқа выход жоқ. Біздің, как это сказать, мужа нашего мама выбирает нам, получается. Ну, родители выбирают. Аттастырады. Да. И мама мне говорила, когда мне исполнилось 18 лет, мама мне говорила, все, ты выйдешь замуж, все, ну, сен уже үлкенсің ғой, не істейсің? Зачем тебе этот Инстаграм? Моя мама меня долго не понимала. Зачем тебе этот Инстаграм нужен вообще? Зачем? Сен ондай адам, ну, тебе так нельзя. Ертең жұрт не дейді? Біздің мама қатты жұрт не дейді деген сөзге қатты зависимый болатын ол кезде. А папа наоборот, он не был никогда зависим. Хочешь — делай, не хочешь — не делай. Хочешь учиться — учись, не хочешь учиться — не учись. Ну, типа, все. Главное, он просто с детства меня как-то хотел, чтобы я развивалась. Он мне давал из-за этого музыкальную школу, там, өзінің интересім болсын, да, музыкальную школаға беретін, биге беретін, шахматқа беретін. Но это непринужденно. Ну, типа, хочешь идти — иди, деп, осылай. Я. Зорлық деген. Папа жақтан болған жоқ енді ондай. Потом, когда он мне дал музыкальную школу, у меня первые 2 года я не хочу деген болғанда, мама айтты, жоқ, барасың. Все, жұрт не дейді. Біздің мамада более андай, жұрт не дейді. Әлі күнге дейін солай ма анаңда? Жоқ, әлі қазір уже олай емес. Я қазір уже более, біз уже түсінді ғой уже. Мама айтады ғой, саған қандай сөз айтсын, саған уже өтпейді ондай сөз. Иә, сен өзіңдікін істейсің. Жаңа айттың ғой, негізінде, иә, мен сенің сөзімен келсем, баланың жалпы фундаменті, болашақтағы қояр мақсаттары барлық кішкентай кезінен, негізінде фундамент. Әкең сол фундаментті қойып берді, иә? Әкең қанша жаста қайтты өмірден? Сен қаншада болдың ол кезде? Мен 15-те болдым. 15-те болдың, иә? Иә, мен 15-те болдым. Неден? Біздің папаның жүрегі ауыратын всегда. Получается, даже когда мен туылғанда, біздің папаға айтқан, сізге 2 жыл қалды өмір сүруге, осылай. Получается, жүрегінде бір сосуды, андай, искусственный сосуд поменяли. Да, и айтатын, вот тебе, вам осталось 5 лет, вам осталось там 4 года, осылай айтатын. Но мой папа прожил 15 лет с 2000 года, он бешил, и, ну, я не знаю, құдайдың құдіреті шығар. И просто былай болды, он магазинге шықты, вышел в магазин, тогда мама в Астану уехала. Он вышел в магазин, я не знаю, что там купить, наверное, и бір кезде соседка келеді біздің үйге. И қағады есікті, мен ашам, и мен сестренкамен бірге үйдемін. Есікті ашам. И это, кажется, ваш там папа упал. Я думала, просто, может, упал, может, там поскользнулся, может, нога, да, бірдеңке болған шығар. Хотя мой папа очень энергичный, ешқашан жатып ауырған жоқ, ондай ештеңе болған жоқ. Я не могла поверить, что такое возможно. Мен сол магазинге барып жүгірем, и вижу, папа лежит синий просто, андай, уже ерін көгеріп кеткен ғой. Мен 15 жастамын, я не могу понять, и мы просто желаем, папа, типа, очнись, тұрсай, не болды, типа, я не понимаю. И там просто люди, я не знаю, я в тот момент подумала, что некоторые люди такие жестокие, потому что... Ешкім көмектескен жоқ. Я просто в магазинде жүр осылай адамдар, кейбір адамдар. Я думаю, капец, типа, он қалтасында дәрі болды, и можно было посыпать, там, я не знаю, и, возможно, все было бы нормально. Тогда я так думала, блин, почему, ну, не помогли, почему так случилось? Инфаркт болып қалды, и папа просто құлады. И сол кезде қайтып кетті ма? Да, он просто в магазине лежал, холодный такой пол, у него губы синие, я иду, вообще не могу понять, что происходит. Еще мен кішкентаймын ғой ол кезде. Потом пришла скорая. Все, я не хочу плакать, все нормально, это был покинер, все. Еще самое удивительное то, что мен ағам, мой брат старший, он всегда по миру ездил. Он то в Москве, то в Сочи. Он очень редко был вообще в Сатпае, в Жезказгане. Именно сол кезде бүкіл жиналып қалған. Аға менің қалада болып қалды. Ну, вот так. Просто мама ғана болған жоқ. Мама Астанада болды. Мама жолдан қайтып келіп, келесі, ну, она и на следующий день только дома была. Никто не мог поверить в это, честно. Мне кажется, моя мама, она самый сильный человек в этом мире, потому что 4 қызбен жалғыз өзі қалып қойды, и она не сломалась. Она вообще, она аяқтарына тұрғызды барлығын. Бізді, я просто не сломалась. Я думаю, у меня мама самый вообще герой деп.
Разия, енді бұл өмір. Я потом уже поняла, да, то, что никто не виноват. Даже то, что люди там ходят, они не обязаны помочь прийти, они не обязаны. Олардың, может, өздерінің бір срочный делалары бар шығар. Никто никому не обязан. Ну, я потом уже... Ну, у всех у нас приписано время. Біз білмейміз, ертең не болатыны бар ғой. Барлығымыз кетеміз, иә. Ато сен қазір әкеңнің арманын орындап жүрсің, мінекей. Халықтың сүйікті блогері болып жүрсің. Менің ойымша, қазір сенің әкең қарап, саған риза. Сен үшін міне менің қызым қандай жетістікке жетіп жатыр деп. Иә? Сол үшін. Әкең өмірден кеткен соң, сен отбасыңның жанында болу үшін Жезқазған қалалық музыкалық колледжіне түстің. Бірақ сені колледжден 8 рет шығара жаздапты. Не үшін? Мен мектепте супер отличница болсам да, мен колледжға барып, не знаю, жынырдыма құтырып кеттім, честно. Подростковый возраст басында бірдеңке болып кетті. Не болды? Нашар оқыдың ба? Не істедің? Во-первых, эта профессия не моя желанная. Я не хотела быть вообще музыкантом никогда в жизни. Мен ойымда болмады, что мен пианино мұғалімі там был. У меня же профессия была пианист, учитель музыки. И мен ешқашан ойламаппын, что мен музыкальный колледжға түсемін деп. Ол кімнің қалауы болды сонда? Получается, былай болды. Біздің папа қайтты 2015-те. И у меня выбор был: мектепті оқи берем, либо колледжға түсем и стипендия алам. И енді ойлау керек қой, блин, мен мамам қалды, 4 баламен мен мектепте оқысам, ертең нужно покупать школьную форму, школьные принадлежности, да. И сколько там расходов будет? Анаңды ойладың ба, колледжге түспек? Грантқа түстің ба? Грантқа түстім, я. Тамаша. Грантқа түстім. 8 рет қуа жаздады. Я ол уже бірінші курса бәрі идеально болды. Я такая, все, буду учиться, мне, надо деп. Сосын екінші курста, білмеймін, ұнамай жүр. У меня еще вот сол кезде я начала вот блогерство только-только. И у меня, знаете, прирост подписчиков деген болады ғой уже. Мүмкін жұлдыз ауруына шалдық. Жұлдыз ауру емес, просто это не мое деген был. Я не хочу заниматься музыкой, я хочу быть блогером, я хочу снимать. Зачем мне приходить на учебу, если мне это не нравится? Осындай бар ғой. Я не понимаю, честно. Я не понимаю деп осылай жүрдім. И я не ходила вообще на уроки практически. Маған мұғалімдер біз мамаға знайды. Сәлеметсіз бе, біз сіздің қызыңызды отчислять еткіміз келеді. Біздің мама біледі ғой енді, если я захочу не учиться, я не буду учиться. Біз мама, мен сөйлесем, потом мне говорит что-то, я такая, ага. Потом мама говорит, сен вообще, типа, тыңдамайсың, тебе бесполезно говорить. Потом уже, когда во второй раз тоже мама мен сөйлесті, доча, надо отучиться. Диплом, ол бәріне керек, никогда лишний не бывает. Я такая, все равно не ходила. В 3-й раз біздің мама уже, оған өтпейді. Что мне говорить? Вообще оған сөз өтпейді. Сөз өтпейді, да. Что говорить, сөз өтпейді уже оған. Сен сонда талтай үйде жаттың ба сол кезде? Жоқ, қағып жүрдім. Мен үйде жатсам, мама мені өлтіреді. Не істедің сонда? Я же говорю, у меня только блогерство начиналось. Мен салон, тогда я ходила на макияж бартером. На макияж ходила. Сол кезде бастадың? Я. И мен сол кезде салондарда отыратынмын. Просто болмайтын нәрселер. Я волосы красила свои. Я помню, мен шашымды осы кезге дейін бір 18 рет бояған шығармын, 18-19 рет бояған шығармын. Ойлаш? Сары, көк, жасыл, осындай цветтер болатын менде. У меня профессия серьезная, я музыкант, я педагог, я пианист, типа, қандай? У тебя розовые да, волосы. какие голубые, зеленые волосы. Я прихожу бізде келесі күні рубежка, я прихожу мұғалім қасына, и мені завуч шақырады. Я прихожу к завучу, и я думаю, блин, опять отчисляют, походу, типа, это уже 7-й раз, что опять отчисляют. Бәрібір, да, я уже такая, типа, за что на этот раз? Она говорит, Разия, жарайды, типа, сен қала... у меня такое было, мен сабақтан қалсам да, мен рубежкалар тапсыратынмын по-любому. Кровью потом. Я хоть и останусь в колледже ночевать, мен жаттаймын, өзімнің программамды, мен келіп тапсырамын рубежка, по-любому.
И вот она мне говорит, мы знаем, сен келесің ертең рубежкаға, тапсырасың, там будешь там выкручиваться, свои вот эти движения, короче, көзбен. Зауч айтып жатырса. Зауч айтып жатыр, да. Но волосы надо перекрасить, типа, голубой цвет, у меня синий цвет тогда был. Да, нужно волосы перекрасить, типа. Я говорю, хорошо, я перекрашу. Иду в салон и смываю синий, он у меня стал зеленым. Я прихожу, зеленым цвет, зеленый шашпен, жасыл шашпен, килем. Ну вы же сказали, да. Что нельзя. Ну, вы же сказали перекрасить, но в какой цвет вы же не сказали, деп. Она Кузиева, ужас. Нервыларна тидім. И получается, я должна была в 2018 году закончить колледж, и тут мама меня замуж выдаю, осы прям үшінші курсты бітірген кезде вот. Бітірер кезде. 18-десің ғой? 18-ге, я. Все, типа, замуж выдаю, и тоже колледжбен проблемы, отчисляем, дейді маған. Мен айтам, типа, хотите отчислять уже, все. Ну, честно, мам, бәрібір. Хотите, я не держусь этот колледж. Потом они говорят, сен өзі жақсы қызсың ғой, Разия, по идее, сенде потенциал бар. Ертең бірден кейін тесіп шығасың. По-любому саған диплом керек қой. Давай, я не знаю, заочныйға ма бір нәрсе істеп, последний жылды бітіре салшы, құрсын бірден кейін істеп бітірші деп. А там мама замуж выдавать будет деп. Мен сосын ағама жазам. Мы тогда так сильно не общались, но мы друг на друга подписаны в Инстаграме. Я пишу, вот такая проблема, пожалуйста, заберите меня в Таиланд. Он в Таиланде тогда был. Ага. Заберите меня, пожалуйста, в Таиланд. Типа. Он деньги скидывает на паспорт, покупает мне билет. Мен колледжға келем, и айтам, я в Таиланд улетаю, короче, простите. Ну, короче говоря, я закончила колледж, мен последний год я закрыла деньгами. Если честно, я закрыла деньгами уже последний год. И так получила уже диплом. Диплом, да. Сатып алдың диплом. Сатып алдым, кешіріңдер, мұғалімдер. Бүгін ашық сұхбат болып жатыр. Анонста дипломды сатып алған блогерлер қаптап кетті деген әңгімені шығара саламыз. Сонда сен мамаңа айтпай, билетқа қашып кеттің ба? Я все купила, когда уже купила, я перед фактом поставила. Мама, мен кетем Таиландқа болды. Не деді мамаң? Мама говорит, какой Таиланд? Қуасың ба? Я говорю, мам, мен ағам бар ғой ол жақта, мен жұмыс істеймін. Я буду работать, я буду скидывать деньги, я все буду делать, честно. Я просто, хоть мама была против, я сказала, я все улетаю, мам, я ничего не знаю, я улетаю. И все, я улетела в Таиланд. Таиландқа бардың, ағаң сен күтіп алды. Кім болып жұмыс істедің сонда? Мен жұмыс істеген жоқпын. Қайдағы ақша жібердің? Ағамның. Разия жоқ. Аферист Разия. Біздің. Ну, у меня брат там жил один, жалғыз өзі тұратын. И, а что он там делал? Не істеді ол? Сдавал квартиры, он был гид, он сдавал машины, арендаға квартиры, машины. Экскурсия жағынан. Экскурсия істейтін, я. Сол. И ағаңа рахмет. Ағама рахмет, өмір көрсетті маған, честно, ағама 1000 алғыс. Қанша тұрдың Таиландта? Бір жылдай тұрдым. Бір жыл Таиландта тұрдың ба? Я, 10 ай ма осылай тұрдым Таиландта. Мүлдем жұмыс істеген жоқсың, сонда сен ағаңның мойнында отырдың. Ағамның мойнында отырдым, но я, когда только переехала в Таиланд, я вообще не умела готовить. И мен ағам тамақ істейсің, стираться, үй жинайсың, глажка, вот это все мен мойнында болды, получается. Короче, я там делала женские вещи. Домохозяйка болдың. Домохозяйка болдым, я. Мамаң іздеген жоқ па, айтқан жоқ па, қайда ақша, қайт еліңе деп? Жоқ еді, я дейсің да, Таиландта жүрсің, мама, не істейді, таяқ жемейсің. Все, ага, мам, конечно, да, все. Вот, все прекрасно, деп жүре бересің. Но когда я получала деньги за рекламу, они падали маме. Карточкасы. Да, менде какой Каспий, ё-моё, ол кезде. Вот, и они падали. Неге Таиландта қалған жоқсың? Неге бір жылдан кейін қайтып келдің? Ұнамай қалды ма? Ұнамай қалды. Неге? Там нету моих ровесников. Я там практически не развивалась. Просто я искала, знаете, мне было так одиноко, что я начала вот в то время в Таиланде уже активно Инстаграм вести. Мне было настолько одиноко, что я... Для меня уже мои подписчики, они мои друзья. И сейчас также, и там также, потому что мен келем, менде сурет надам жоқ, мен уже подписчиктарымда ищу в подписчиках друзей. Да. Я с ними, да, общаюсь, рассказываем, что было, как было.
наверное, из-за этого меня тогда и полюбили. Вот. Бір жылдан кейін қайтып келдің, ағаға болды мен кетем дедің. Я, все было классно, брат. Спасибо, мне все понравилось. Вообще, ну это вообще супер, конечно. Но я полечу в Казахстан, конечно. Ну тогда еще мама успокоилась. Ну, чуть-чуть замужество деген темада болған жоқ. Қандай жігітке сені күйеуге берейін деді сонда? Не жігіт ол? Сен сол жігітпен таныссың ба? Жоқ, мен таныс емеспін. Қанша жаста болды ол жігіт? Я не знаю, честно, мен білмеймін. Просто, типа... Сонда қалай сендерде салт дәстүрлерінде сен білмеген жігітке бере сала ма? Ну да, такой, наши фотографии показывают жениха. Если понравимся, то мы выходим замуж. Все. Саған көрсеткен жоқ бірақ сурет? Я, жоқ, болған жоқ ондай. И все, и... Қашып үлгердің ғой? Қашып үлгердім. А вдруг красавчик болды? Блин, дети! Красавчик болды. Ну, не по любви же. Какая разница, даже если человек красивый, некрасивый, там, все люди красивые, прекрасно по-своему. Осы жер цитата болып кетеді. Я. И комментарий отындай. Разия жасына қарамай өте ақылды. Осы кезді анонс салып қойыңдар. Все люди прекрасны. Бәрі анонс болған деп тұр ғой. Все люди прекрасны по-своему. Но если, вдруг он абьюзер, там, білмеймін ғой енді, вдруг ол мені ұрады ертең. Избивать будет. Сен жалпы мына алып қашу дегенге қалай қарайсың, Разия? Мен жаман қараймын, бірақ Есентай мені алып қашса десе, я не против. Разия, Есентай құланға алтын сырға бірге барамыз алып қашуға. Жоқ, әрине өзің ұнатқан, өзің жақсы көрген жігітке тию керек деп ойлаймын, потому что сен ол адаммен өмір бойы тұрасың. Ойлашы? Сен жақсы көрмейтін адаммен. Но, если одно десе, біздің маманы, біздің папаға, мама білген жоқ вообще біздің папаны, и бере салды. Да. 24 жас үлкен болсын. Да, біздің мама говорит, мен басында келгенде, как будто меня удочерили дейді ғой. Он говорит, мен не істерімді білмедім. Как будто я его дочка деп. 24 жас енді әрине. Нет, это же прям вообще. Бірақ енді махаббат оты лаулады ғой кейін. И из-за этого біздің мама ойлайды, даже если я отдам за человека, который мне нравится, ну, типа, по традициям, мы же ужились, там, маманың там, сестралары, там, я не знаю, туысқандары, бәрін солай берген. Они-то живут счастливо уже сколько лет. Неге сен олай тұрмайсың деп. Жаңа айтып жатсың, мен мектеп кезінде 5-ке оқыдым, задрот болдым деп, я? Соның кесірінен шығар, мектепте жоғарғы сыныптың қыздары саған үй жұмыстарын істетіп қоятын. Ұратын сені. Ол шын ба? Ол шын. Ұратын дегенде, это один раз был такой случай. Мені поляға шақырып, бізде поля болатын. Поля — это место... Итак, разборки. Да, разборки, где все разборки. Еще орыс мектептің полясы болатын. 12-я школа, сол жақтың полясы. Меня на колени тұрғызып, короче, сөйтіп, на видео снимали. Я помню, у меня лучшая подруга есть, Аселя, ее зовут. Она это все увидела, она в русской школе через окно увидела. Мы с ней соседи. Я домой, после этого случая, я домой үй жаққа келем, а мне стыдно домой заходить. Мама говорит, таяқ жедім деп. Яғни сенің фингалың бар ма сонда? Фингал жоқ, у меня шашым жұлынған. Там же, знаете, как такие, я не знаю, раньше были, я не знаю, может, сейчас злее, но тогда для меня дети были такие злые. Мен шашымды прям жұлатын, да? И вот комок волос мог лежать, прикинь? Вот до такой степени. Я думаю, капец, типа. Сен до такой степени ұратын масын шашыңды? Урат, конечно. Я лохушка. Сен сонда олармен бірге төбелеспейтінсің ба? Мен төбелесіп білмеймін. Біздің мама, папа, зачем ты мне дал музыкалку? Мені боксқа бермейсің ба? Мені музыкалка бер, я могу максимум там спеть. Сен не үшін ұратын сонда? Вот это был тот случай, когда я бір қызға сабағын жазып бермедім. Ужас. Да, и там еще, я не знаю, мені мұғалімдер қатты жақсы көретін. Может, еще там какая-то, может, ну, я не скажу, что я крутая, конечно, но было такое, что меня учителя очень сильно любили. Мен онша қатты араласпайтын класстарымен, но учителя меня любили. Сабағын жақсы оқыған үшін. Да. И, возможно, там какая-то, может, ішінде шамалы зависть болатын шығар, я не знаю. И вот они такие, я сказала один раз, такая подумала, нет, я не буду, почему именно стивен керек сабағын біреуге? Бір күні я жындардың да болды. Да, я говорю, нет, я не хочу делать. Өздеріңіз істеңдерші, зачем вы меня это просите деп. И она такая, слышь, ты деп болған. Сегодня, короче, келесің Сонда поляға. жоғарғы сыныпта оқитын қыздар. Не, это... Қай сыныптасың? Мен 6-шы, 7-шы сыныптасың, сен ұрған қыздар? 7-ші сыныпта. 6-ші сыныпта қыз айтты сабақ оқып берші деп, мен одноклассница. Оның сестрасы 7-ші сыныпта оқиды.
Они позвали меня. Я пришла в эту поле, бармасам, одан сами что-то таяқ жейсің ғой, по-любому бару керек. Хотя бы там, я подумала, они там чуть-чуть там, я не знаю, о чем я подумала. Ужас. Вот, они снимали на видео еще все это. Нандай телефон болатын, Samsung, я помню, Nokia болатын, қызыл нандай нелермен. И вот я пришла в подъездге, и мен бантиком была, бір бантиком, фартугом. У меня зрение плохое, я в очках, очкиім сынған. И я прихожу, жылаватырмын неде, подъезде жылаватырмын, үйге қалай кіремін деп. И вот моя Асель... Айтқан жоқсың ба соны сен? Айтқан жоқпын ол кезде. И вот Асель, подруга моя, увидела, она в русской школе училась. Да. Потом она со школы шла, а мы с ней соседи, получается. Она заходит, видит, что я плачу. Говорит, біз неге кір, говорит. Мен олардың нелеріне кірем, ажекасы бар, оның еще күшті, у нее ажека, все такие классные. Кіріңді жөндеп алдың, бетіңді жөндеп. Они говорят, ажекасын бәрін айтып бердім, они говорят, мама, оны айту керек оны. Айту керек. Да. Они пошли, рассказали. Меня потом перевели в другую школу, получается. Қалай ойлайсың, қазіргі мектептерде әлі де сондай буллинг бар ма? Әрине бар. Не істеу керек? Бұл менің ойымша үлкен бір мәселе, өте үлкен проблема. Это ужасно, честно. Мен буллингке талпынған адамдар, вот, я не знаю, вот, ужас. Ты знаешь, в Татарстане там атыс болып, знаешь, мне кажется, те дети, которые вот, у которых был буллинг, которых буллили. Я обидно копят, вырастают и думают, мен по-любому барып кішкентай кезден дұрыс айтасың. Так что... Енді қалай күресу керек? Қазір бізді қаншама кішкентай балалар қарап отыр, қанша мектеп оқушылар көріп отыр. Ұлдардың да арасында да, қыздардың да арасында бар. Мектептің, бізде де ондай болады, мектептің артына барып, разборка. Ұратын, бытшын. Бізде, я не знаю, у тебя такое есть, но первый шеф, второй шеф, я не знаю. У нас почему-то осылай бөлінетін. Бізде бөлінетін қатысы бар әлі күнге дейін. Мен ойымша, міндетті түрде оны сынып жетекшіге айту керек, анаңа айту керек, директорге айту керек, ондай балалармен. Ол по-любому, наверное, тәрбиеден шығар, может. Тәрбиеден, я. Да. Родители должны говорить своим детям, что силой ничего не решите. Не надо никого никогда бить, от этого ничего вообще не изменится. Сен только басқа балаға психологические детские травмы только будет накопляться, и все. Сыныптастарың қазақ тілін білмейді деп сені әрқашан мазақтапты. Даже сол үшін ба қазір қазақ тілін тезірек меңгеріп кеткенің? Енді қазақ мектепте оқығаннан кейін қазақ тілді меңгеру керек болды по-любому. Сонда не деп мазақтайтын сені? Өзбеклярым, өзбекляр. Басына көңіліңе тиетін шығар, я? Ну, да, конечно, это обидно. Ты как будто, знаешь, я не знаю даже, серая мышь, ну, типа, одна такая чужая среди всех порой. Еще бір қыз болатын менің классымда, Василиса деген орыс қыз. Оған сен шошқасың деп түсетін. И вообще плохо был. Оған жаман сен шошқасың, сен андайсың. Орыс қызы қазақ мектебінде қазақ тілін үйреніп жүр. Бірақ ол тоже 6-шы классқа дейін оқыды да, и орыс мектепке көшіп кетті, потому что она не смогла вообще выдержать это давление. Сен шошқаның етін жейсің, шошқасың, сен андайсың. Осылай десетін, прикиньте, кішкентай балалар. Думаю, капец. Кейде қарап отырсаң, кішкентай балалардың арасында сонша мынандай бір қатыгездік байқалады. Сол неден екенін жалпы тәрбиеден мен ойымша ата-аналар өздерінің балаларымен жақсылап тұрып тәрбие сағаттарын өткізу керек. Иә. Деп мұғалім өкетсеге тәрбие сағатын өткізіңдер. Енді біз айтпағанда оны кім айтады? Бізге қарап қаншама мектеп оқушылары бізді көреді, біз сияқты болғысы келеді деген сияқты. Енді жаңа Таиландта болдым деп айтып жатсың ғой. Таиландтан кейін бір жылдан кейін сен Алматы қаласына көшіп келдің, иә? Сол кезде сен 5 ұлмен тұрыпсың. Иә. Жалғыз қыз болып ұлдардың арасында тұру қаншалықты саған қиын болған жоқ? Кстати, оны мама вообще білмеген, интервьюдан кейін білген шығар, только кіммен шыққан? Букемен шыққан интервьюда. Сол кезде ғана білді ма? Я, возможно, содан кейін білген шығар, но я никогда маме не говорила, да, вот мен 5 ұлмен бірге бір хатада. Просто барар жерім жоқ болды, ақшам болған жоқ, квартира снимать ететін ақшам да болған жоқ, барар жерім да болған жоқ. Алматыға просто... Жезқазғанға қайтқың келген жоқ, мамам. Мен Жезқазғанға басында келдім. Прикинь, я в Таиланде сколько, почти год была, домой пришла, 2-3 дня была, қайтып кетіп қалдым. Неге? Тоже обратно эти вот... Да. Сен қыздан түк шықпайды. Вот сен Алматыға келдің, қалтаңда қанша теңге болды? По идее, мен қалтамда ол кезде... Короче, долгая история, ладно, 5000 тенге болды. Нет, я скажу, когда я была в Таиланде, у меня мой брат мені сетевой маркетингқа тығып ұстады, короче.
И менің картамды прикрепить етіп қойдық сол сетевой маркетингқа. И получается, менің қалтамда я копила нормальные деньги было. У меня было $100 и 5000 плюс. Это сколько там? 40 тысяч? Да. И получается, мен поезда отырмын, Алматыға келе жатырмын, іште тастамайды еще ол кезде. Все, я Алматыда менде ақша бар, типа. И $100 алып кеткен ғой, сетевой маркетинг картамнан списалась. И 5000 у меня в кармане, я в Алмату приехала с 5000 теңге ақшамен. Карточканы қайтар алдың сен, карточкаң ол кезде жоқ еді ғой, сен анаңның карточкасы еді ғой. Нет, потом я же пришла, обратно вернулась домой. Иә, $100 алып алды. $100. Ағаң сені кішкентай бір, қалай айтсақ, сетевой маркетингке тығып жіберді. Я Ренжіс бар ма ағаңа? Ну, сол нәрсеге? Ренжіс бар ма дегенде, когда я ему сказала о том, что... Верни мне эти деньги. Да, он сказал, как я верну, типа, ну, ты же сама карту прикрепила. Ты же сама карту прикрепила. Да. Я пришла? Өмірің кәдімгі кино, әр нәрсенің тарихы бар өзінің. Қалтаңда 5000 теңге болды, сен 5 жігітті қайдан көре қалдың? Нет, Бонапарт деген әнші бар. Білем. Да, мы с ним общаемся, знакомы. До этого вы общались? Да, когда я была в Таиланде, мы общались. Тағы кім болды 5 жылдың қасында? Бонапарт, Нурик Смит, потом Смок СБ деген. Там одни певцы. Рэперы и певцы? Да. Вот, и получается, я прилетаю, я пишу, Бонапарт пелғаны сөйлесем ол кезде. Я вот в Алматы прилетела, прикинь, барар жерім жоқ, 5000 теңге қалтамда. Он говорит, прикатывай к нам, короче. И я не знала басында, что кто там живет, типа. Тут такая заходит. Да, опять будет. Трусиктармен. Пока трусиктармен емес. Такая. Так, он... Сутенер, что ли? Таиландтан нет. Ну, после Таиланда меня не удивить ничем там, конечно, да. Ну, ты зашла, тут 5 Да, 5 парней, и я не в понятке, и баратын жерім жоқ. И либо иди на вокзале ночуй, либо уже тут. Но у них что кайф, у них пятикомнатная квартира, дом без комната болатын, менің өз комната болатын. Да, Алғабаста мы жили. Алғабаста тұратынбыз, дом такой, там 5 комнат, и мы... Алыстау қаладан? Конечно, там сколько, 10-15 километров қаладан. Ага. Сен енді ана жақта домохозяйка болдың, на жаққа домохозяйка? На жаққа да домохозяйка болдым, да. Тамақ дайындадың, кір жудың, носкилерін жудың. Жоқ, они сами свои носки, конечно, стирали, я только кушать готовила и все, и убиралась. Не лезли? Нет, конечно, они ко мне вообще относились как к сестренке, вот так вот. Да, кто-то тебя тронет, все, мы тебя убьем. Нурик Смит, Бэра, они все меня так полюбили, как сестренку, они до сих пор так. И они такие, вообще никогда в жизни никто ко мне не притрагивался, и ничего, у меня своя комната, я сама по себе. Потом, когда я уже начала зарабатывать нормально, я 4 месяца с ними прожила. Для меня они вообще мен екінші отбасым реально. Я безумно благодарна, Бонапарт, пацаны, за то, что вы меня когда-то приютили. Пацаны, молодцы! Приютили Разюшу! Маған любой уақыт жазады ғой, любой уақыт. Жігіттермен әлі араласып тұрасың? Конечно, араласып тұрамыз. Это моя вторая семья уже. И вот, получается, я потом переехала, өзім квартира жалдап. Сен солармен бірге тұра бастаған кезде арақ шарап іше бастадың? Жоқ, я когда переехала от них. Они меня никогда в жизни, көресің ба? Никогда не говорили. Жоқ, я 4 айдай тұрдың жігіттермен, өзің бөлек көштің. Өзің жалғыз тұрдың квартирада. Сөйтіп, арақ шарап ішіп кетуіне не себеп болды? Алкаш болып кетуіне. Алкаш болып кетуіне не себеп болды? Алкоголичка. Ну, знаете, когда ты уже такой блогер, сені андай. Тут как бы ты одна живешь. Да, и тут сені андай. Раньше такие бары были, Sky бар, БХБ. Они тебя звали бартером. Приходите к нам, где Бослайф. Сен кіммен баратынсың, сенің құрбыларың жоқ? Я одна ходила. Я клянусь, я одна могла. Одна бухать, одна попить, одна всем спасибо, и одна домой уезжать. Қорқпайтынсың? Қорқпаймын. Почему-то в те моменты... А сейчас я боюсь, например, так делать. Конечно. В те моменты я вообще не боялась. Ешкім тиіспейтін саған? Ешкім тиіспейтін маған. Сама выпила, классно, все было вкусно. Взяла сторис и пошла. Сол бөлек шыққаннан кейін деп тұра бір. Айттым ғой. Бөлек шыққаннан кейін жігіттер деген өзің жалғыз тұра бастадың. Жігіттер жалмай істіледі. Жалғыз тұра бастаған кезде алқаш бола бастадың, жарайды. Және де нағыз мынандай бір өмір басталған сияқты. Сол кезде сенің жаңағы жігітің пайда болды.
сен күйеуге тиін деген. Иә. Бірақ бір апта қалған кезде тойға ол сенің көзіңе шөп салды. Көзіме ойып алды. Изменил. Да. Вот. Қалай біліп қойдың? Қалай болды ол жағы? Ол біздің үйге келді. Мен Жезқазғанда болғанда, ол біздің үйге келді. Біздің мамаға. Менің қолымды сұрап. Мен осы сен дайын болдың? Иә, мен оны жақсы көрем. Ол кезде жақсы көрем. Это мой человек деп прям. Ну, ойладым. Бізде андай болды. Он мне показал мир, он мне показал многое. Там, мен, например, не могла себе там позволить Астананы қыдыртып, там, он мог Боровой, там, бүкіл жерлерге апарып, қымбат ресторандарға ешқашан өмірімде мен өзім қымбат ресторандарға баратын ақшам болмайтын да ол кезде. Қай жердің жігіті болатын ол? Астананың жігіті. Ол мені қымбат ресторандарға апаратын, он тоже ко мне так относился. Оның мамасы даже айтатын былай. Сен Разия Астанаға кел, Астана суық қой, барда ТРЦ-ға барып бір куртка алып берсе суық деп. Сөйтіп өз қызындай қарайтын. Ты не замерз, ты покушала, ты этот сен бүттің ба, все нормально, у тебя все хорошо, денег хватает. Забот. Да, осылай, все хорошо. Сенің сол жігітпен салған суретің бар ғой деймін. Орыс жігіт па, сол жігіт па? Орыс жігіт емес, ол орысқа ұқсайды. Орысқа ұқсайды. Мен орыс деп қаппын. Орыс жігітке ұқсайды, жарайды. Сөйтіп екеуің жүрдіңдер, ладно. Бұл жаңағы әдемі тәтті шақтар. Басында болатын, бәрінде ондай сәттер болады. Басында бәрі күшті. Содан кейін қалай біліп қойдың көзіңе? Енді біз блогер болғандықтан, он походу думал, ешкім маған жібермейді деп. Сол бір қызбен сөйлесіп, бір қызбен бірге, там у них, наверное, любовь, там все дела, и мне эта девочка скидывает фотки, пишет об этом. Рассказывает. Екеуінің стористары бірдей, получается, екеуі бір жерде. Қалай сонда ол екі жаққа, екі на двух фронтах? Енді мен Алматыдамын, ол Астанада ғой. Он может сказать, я с пацанами, а сам вот так. Ну, если честно, я не обижаюсь. Да, тогда қатты обида болды менде. Мен андай легендарный цитата сол кезде шықты. Доброе утро всем, кроме моего бывшего, дейтін цитаталар шыққан. Атышулы цитаталар. Мамаға айта алмадым басында. Мамаң түсінетін еді? Я, когда, вот в тот момент, когда осы жігітпен жүрмей қалғанда, началось менде. Я вообще не могла остановиться, мне каждый день могла пить просто. Менде депрессия қатты. Все, мен баспен кіркет, мен оған звондаймын. Зачем ты так со мной поступил? Неге сен олай істедің? Мен қалай мен мамаға бәріне айттым. Мамам бетіне қалай қараймын? Я, мен не істеймін. Қолымды сұрадың. Зачем ты не үшін сен маған тұрмысқа шығуға ұсыныс тастадың деп. Ты меня предал, получается, деп. Сөйтіп алқаш болып. Ол маған айтады, алқаш болып кет. Ол маған айтады ғой еще. Сен білмейсің ғой, олай емес, там. Меня обманывал еще, при том, что есть все факты, он меня еще обманывал. Сен сенетінсің ба сол кезде оған? Жоқ, жоқ, мен сенген жоқ. Мен оны, сколько, я вот прострадала несколько месяцев, по-моему, обратно, давай я вернусь, но у меня такая обида внутри была, что я подумала... Бір рет алдаған адам екінші рет алдайды деген. Все, никогда в жизни, хоть что-то бы ты мне не делал, он мог мне присылать там подарки какие-то, но я такая, нет. Звондауды қойды ма қазір? Я, конечно, уже екеуміздің да өміріміз, личный өміріміз как-то... Ну, знаешь, это было 2 года назад, и с этих пор, знаешь, так много всего, көп нәрсе өзгерді менің өмірімде, шыны керек. Все, что не делается, все к лучшему. Я, вот так вот. Енді сен дәл қазіргі уақытта инфлюенсерлердің қатарына жатасың. Енді сен оларды қалай сипаттар едің? Олар қаншалықты біздің қоғамға керек? Блогерлар ма? Блогерлар керек, әрине. Өзінің ойын қорқпай жеткізе алатын, ойын мен сияқты білдіре алатын. Мен екі сөздің басын қоса алмаймын ғой. Қиын сөйлеймін. Енді айтшы, қалай сипаттар едің ол адамдарды? Қоғамға керек пе ондай адамдар? Блогеры, конечно, нужны, если... Өте көп болып кеткен сияқты олар. Көп болып кетті, ол гифттің арқасы. Андай блогерлар көп болып кетті, у которых миллион, которых ешкім білмейді, но оларда миллион подписчик, гифттан келген подписчиктар. И олар, ой, рахмет, үлкен қыз бұл. Ол тапты. Үлкен. Енді қара, менің ойымша, жаңа айттым ғой, блогер болу үшін ол... Жоқ қой. Блогер болу үшін адам дұрыс нәрсе айта білу керек. Мысалы, оны қаншама адамдар оқиды. Дұрыс... Мен дұрыс нәрсе айтып тұрған жоқ, бұл өмірге. Сені не үшін жақсы көреді деп ойлайсың оқырмандарың? Искренность, дедой, шынайылық, шынайы болғаным үшін болды. Менде басқа ешқандай не жоқ сияқты.
менен ерекшелік. иә, менен біресе алатындай, чтобы, как сказать, какой-то видите, даже я не могу свою мысль нормально. Да ладно, нормально. Все, ұялып қалдым десе. Енді жаңа сен айтып кеттің ғой бір сөзіңде. Иә, гифщиктер 1 миллион подписчигі бар болды, мен осындай, мен күштімін деп айтып жататын блогерлер көп деп. Яғни сенің қазіргі блогерлерге көңілің қатты тола бермейді. Әрине, әрине. Негізі, менің ойымша, қазіргі блогерлар, олар көбісі инстаграмды ол заработок ретінде қарайды, только заработок и все. Главное высосать с инстаграма из людей все деньги. Почему гиф эрасы бітті, кстати, гиф азайып кетті. Иә, өте. Гиф нәресі бітті и не шықты. Как это? Курстар, курстар. Ол да бітіп жатыр, марафондар. Марафон, курс. Ертең тағы бірдеңкелер сату. Главное что-то продать. Главное высосать деньги. Бизнес ретінде қарайтесің ғой инстаграмға. Ал сен қалай қарайсың инстаграмға? Менде бірақ нәрсе бар, мен ақша алып келетін, ол менің рекламам. И то мен ол рекламаларды делаю, пытаюсь сделать качественно, сапалы жасауға. И түрлі нәрселерді реклама істегім келмейді. Қандай нәрселерге реклама жасамайсың сен? Ну, қазіргі таңда, например, я уже отказалась от табачных изделий, например. Я раньше могла рекламировать кальяны, я не делаю рекламу кальяндарға. Ставки, онлайн-игры. Жаман жолға салатын нәрселердің барлығынан бас тарттың. Иә. Бірақ бұрында жасайтынсың. Демек сен бұрында жасайтынсың ақша. Бұрында мен только кальяндарға жасайтын, типа заведение, где есть кальян. Потому что я сама курила, сама пила, и как бы сама туда ходила, и адамдарды шақыратын сол жерге, өзім баратын жерге. Хотите приходить? Еще мне за это деньги платят, как бы, да? Вот. А сейчас я сама не хожу, как бы, там, в те места, где я рекламировала. И, ну, зачем мне? Жасамайсың. Да. Бұған дейін гифке қарсы екеніңді ашық айтқан болатынсың. Гиф жасайтын блогерлер саған қарсы шыққан жоқ па? Неге сен олай айтасың деп? Негізі жоқ. Болды ма ондай адам? Жоқ. Мен әніммен бір столда отқанбыз ғой. Сосын мен Нұрдәулетке келем. И ол, так сказал, әр адамның өз ойы бар. Біз сенің ойынды, ну, мы на тебя не злимся. Ол сенің ойың. Да, ол сенің ойын. Просто мы не можем тебя ненавидеть за твое мнение. Вот. Я такая, респект. Как человек, респект. Как блогер, ну, иногда не респект. Қай блогерлер жақсы контент жасайды деп ойлайсың? Саған қай блогер ұнайды? Маған өте қатты ұнайды Аксукбаева, например. Кстати, ее страничку удалили. Я өте өкінішті. Да. Аксукбаева өте қатты ұнайды. Арман Исупов. Ну, мен үшін всю жизнь был и останется народный блогер Сека, Хаким, солар. Яғни бұрынғы енді бастап келе жатқан кезде сол вайнерлер, сол блогерлер. Сека, Хаким. Мне кажется, Дамира Свит сейчас прям, ну, хороший делает. Да, я на нее не подписана. Жансерік, да, Жансерік, но пропадает, мен сияқты кейде. Но Жансерік қоғамға деген үлесі өте көп. Адамдарға көп нәрсені үйретеді, жақсылық жасауды. Даже Жансеріктің как блогер он мне очень нравится. Сен үшін жақсы контент деген не? Жақсы контент деген ол просто так майысып тикток түсірмеу, реально вкладывать всю душу, вкладывать время, потому что ол да жұмыс қой. Әрине. Вкладывать время, писать контент-план бар ғой, ну именно пост жаққа контент-план жасады ғой. Бүгін мен осындай лук пландай салам, я. Это еще хороший контент. Хороший контент, хороший блогер, это который приносит, например, какую-то пользу обществу, например, учитесь, развивайтесь, одевайтесь стильно, да? Делайте добрые дела, а те, которые просто тиктоки снимают, что это неинтересно. Я не говорю, что я у себя в страничке людям говорю, учитесь, развивайтесь. У меня более такой контент, я говорю, будьте такими, какие вы есть, и все. Если вам сегодня грустно, вы страдаете, грустите. Если вам сегодня лень делать что-то, не делайте, это нормально, мы же все люди. Сенің контентіңе былай атып қояйық ендеше, өмірлік мәні бар. Өмірлік мәні бар контент. Жазып ал, бүгін жазасың. Өмірлік мәні бар. Қандай күшті сөз. Иә? Енді айтып жатсың ғой, мен болмайтын затқа реклама жасамаймын қазір, әр контентімді ойлаймын деп, иә?
контенттен қанша ақша табасың? Және де ең үлкен тапқан гонорарың қанша болды? Да, могу пойти об этом открыто сказать. Айта ғой. Наверное, ең қымбат реклама менде миллион жарым, да? Миллион жарым. Миллион жарым. Я ең қымбат реклама болды, миллион жарым. Қандай реклама болды? Ну как, у меня Pepper'ın рекламасы, я снимала видеопост, я снимала сторисы для них, я снимала TikTok. Оның бәрі менде миллион жарым шықты. Яғни полная пачка дейікші? Полная пачка, да. Ең қымбат реклама. Осы жақында болды ғой ол? Я? Сол до этого менде болған жоқ, прям миллион алатында рекламаға. Өзен шықты ма саған? Я, менеджерға. До этого менде ең қымбат бір 700 мың болған шығар. Жалпы сенің постың қанша тұрады, Разия? 700 мың, 800 мың. Сторис 240. Ну, у меня, если честно, 247 мың. 247 мың. Сенің жаңа айтыпсың менеджер ма деп? Менеджерің бар, контент менеджерің бар. Жоқ, просто менеджер. Контент я делаю. Ол есентай ма? Менеджер, жоқ, мен инсайдер деген агентствода бүкіл әр блогердің өзінің агентствосы. Менде инсайдер. А контент менеджер вот Есентай деп. Честно, для меня блогер, это тот человек, который должен, это же работа, он должен, мне кажется, сам бәрін өзі істеу керек. Точнее, видеоға идеяны іздеу, бәрі өзінің қалауымен өзінің видениесін дейсің ғой, біреудікін тыңдағанша. Қазір білесің бе, Разия, мына нәрсе қалыптасып қалған блогерлердің арасында өздері бір кругқа бөлініп алады. Помнишь, мы об этом говорили? Иә, бәрібір блогерлер кругпен араласады, анаумен араласпай, потом ананы жамандайды деген сияқты, иә. Сол жалпы дұрыс деп ойлайсың ба блогерлердің бөлінуі? Және де сен қандай кругқа кіресің? Кіммен араласасың сен? Қай кругпен араласасың? Есентаймен ғана. Шыны керек, мы с тобой общаемся об этом. Менің ойымша, Америкада, например, қаншама популярный блогерлар бар, потому что олар бір-бірімен коллаб істейді, бір-бірін қолдайды. Мен сөздерім. Иә, Анара ханымның сөзі. Соны қайталап. Ондай реніш болған, біз арамызда сөйлескенбіз бір рет выступление қайтып бара жатқан кезде. Сен келісесің сол сөзбен, иә? Біз бөлінбеуіміз керек. Әрине келісем, бірақ қазір айтуым мүмкін. Разия, сен өзің айттың ғой, саған мындай блогерлер ұнамайды, это семейка саған ұнамайды. Олар маған ұнамайды, себебі олар адамдарды, я же в ДК деген паблик болатын, или даже бар қазір. Там выходили статьи, где они там обманывают людей, например. Типа, подаркаларын жібермейді, гифстеп бар ғой осындай. И неге олар маған ұнамайтын? Олар ставкаға реклама істейтін. Қазір, мен, кстати, қазір ставкаға реклама істейтін блогерді көрмеппін. Аз, өте аз, иә. Ставкаға реклама істейтін, онлайн, ойын бәрінде. Достар, бәріне сәлем, бүгін мен 65 мың теңге шығарып алдым, сендер шығарғыларың келсе, осындай, ну, блин, это же өтірік қой оның бәрі, например. Осындайларға реклама істейтін, гиф, алдап, осылай бар ғой. Из-за этого они мне не нравились. Контент дегенде, кешіріңдер, енді мен бір қызық нәрсе көрмеппін страничкаларында. Кімді айтудысың примерно? Ну, вообще, андай TikTok түсіре салатындар, которые, типа, гиф арқылы көтеріліп, миллиондаған аудитория жинап, и такие, типа, знаете, мне, честно, наплевать, Разиюша нам просто завидует, деп айтатындар бар ғой. Ондай адамдар болды ма? Я бір интервьюларға барып айтады, типа, ну, она просто нам завидует, она просто нам это... Кім айтты саған оны? Ол кезде Ай айтатын. Ай офишл айтқан. Я, ну, типа, у нас, типа, все еще думают, что мы, типа, она, типа, она же маленькая, типа, она же такая, кішкентай қыз ғой әлі, мен бетіме айтпаған, может, бір, енді зависть бар шығар, деген осындай, ше. И я думаю, блин, нет, ребята, я вам не завидую, простите, у меня в жизни все классно, все идеально, я делаю свой контент, я честным путем зарабатываю деньги, я все, типа, Енді сен сол жаңа Айгерімді көрген кезде өмірде айтқан жоқсың ба, неге олай айттың деп? Мен оны өмірде ол кезде, после этого интервью я не видела. Просто она сказала в интервью, типа, ол телеканалға келді, Гакуға, и айтады, маған ұнамайды Разиюш, ол айтады, маған ұнамайды Ай офишл, маған ұнамайды там Абилова, неге ол біздің бетімізге айтпайды деп. Осындай пределармен айтты, да? И я сказала в интервью, маған олардың контенттері ұнамайды. Контенттері ұнамайды. Я не люблю этих блогеров смотреть. Все. Типа, мне не нравится то, что они у себя в Инстаграме, когда, я не знаю, как другие, но когда человек фальшивит у себя в сторисах, өтірік, он бәрі көрінеді ғой, и меня отталкивало, например.
я чувствовала фальшь тогда. Мне не нравились. И мен как есть айттым, в чем проблема? Даже адамдар айтады, сен Разия, сен осы бар ғой, сен блогер жамандайсың, и осылай өзіне подписчик жинап алдың деп маған. Я думаю, ребята, мен сендер сияқты адаммын, маған ұнамайтын адамды мен айттым просто, маған осы блогер ұнамайды. Я, маған осы блогер ұнамайды. В чем проблема? Просто ол маған ұнамағандықтан. Типа, все, он маған, как блогер, он мне не нравится, и все. У меня, кстати, бір интересный факт айтқым келген. Мен гапкада айттым, маған Абилова ұнамайды, там фальшивит, Мирей. Да. Себя, походу, про сестру говорила, ну, короче, ладно, екеуді. И потом сейчас Мирейге қатты хейт кетіп жатыр. И біздің екеуміздің общий знакомымыз бар, Шахризада деген. Шахи, да. И мен Абилованы как блогера, она мне не нравится, она как контент в тот момент сказала, не нравится, но мен Шахиға айттым, что-то на нее слишком много хейта, короче, может, үшеуміз бірге без телефона просто встретимся, может, оған қазір поддержка жетіспейтін шығар, короче. Просто никак, я не хотела от нее никакого хайпа, ничего, телефон, ничего керек жоқ, түсірмей ақ қояйық, просто, давай просто увидимся, может, бір ішіндегі мұның біресе айтқысы келеді шығар, да, может, да, плохо, может, еще что-то такое, просто реально, Алмата деген бар ғой, необоснованный сияқты мен үшін, необоснованный хейт сияқты. Тусик тайм деген сенің бір рубрикаң бар. Мен де бар ғой, кейбір блогерлердің өмірін сериал сияқты қараймын бар ғой. Вот қазір, например, 2-ші сезон болады. Енді блогерлер туралы ақпаратты қайдан аласың сен? Кім айтады саған? Саған өсектің барлығы. Просто мен пристально следить ететін шығармын адамдарды. Просто қараймын. Обычно мен телеграм-каналдарда көп зависаю. Телеграм-канал. И там көп нәрселер шығады. Көп бар нәрсе айтылмаған десе. Өсек-тайм рубрикасын жалпы жасау кімнің ойы болды? Я карантин кезінде. Я отырдым, камераны қостым. Просто әңгіме айтып отырдым басында. Потом, как можно назвать деп ойладым? И бәрі маған Разия, сен өсекшісің бар ғой деп. И такая, өсек-тайм, классная идея. Назовем так. Енді кейін менімен ешкім араласпай қояды-ау. Менімен дос болмай қояды-ау, ертең өмір бумеранг, бұл жағдай менің өзімнің басымнан өтіп қалады-ау деп қорықпайсың ба? Өсек-таймнан кейін? Ну, мен біздің қазақстандықтарға ешкім етіспеймін. Западный ғой менде осыны айтатын. И то ол өсек-тайм деген ол қалай? Это новости. Это новости, которые выходят везде. Типа, например, Кайли Дженнер беременна, забеременела. Қыран мен Айжұлдызға тискен кезің болды ғой? Тискен жоқпын, просто мен айттым, Қыран мен Айжұлдызда қызық нәрсе болып жатыр, типа, ну, просто қызық нәрсе болып жатыр, мен айтқан жоқпын. Прикиньте, Қыран баласымен кездескен ғой, ема не болып жатыр? Но потом я сказала в конце, походу это прогрев, типа, походу это там курстарына прогрев, как я так, ну, как в шутку, юмор ретінде айттым, да, мен оны? Типа, нет, мен былай жаздым, когда я вижу интриги у блогеров, типа, жаздым, да, и потом... В чем-то подвох бар, да, прогрев, деп осылай. Когда мен интрига көргенде, потому что уже көп блогерларға сенбейсің уже. Бірдеңкелер жазады, бірдеңкелер бычыт болып жазады, да, одан кейін. Друзья, всем привет, запускаю свой курс, здесь запускаю. Енді артынан бұл подогрев... Прогрев. Подогрев демекші, мен тілімде. Подогрев деген сол мағына ғой? Қош? Жылту. Білмедім. Анарский тіл. Енді артынан бұл сондай бір подогрев болмаған білгеннен кейін өкінішті болды. Жоқ, вот именно что курстарын сатты екі жақтан. Сол кезде ол курстарын сатты ма екеуі? Я курс ашты, да? Ну, это не мои дела, реально. Ну, просто... Не мои дела, но мен... Блин, я такой же человек, что вы, ребят, просто я тоже хочу об этом говорить, мне это интересно, мен не істей аламын, ішінде істей алмаймын. Я же говорю... Хейт болған жоқ па? Сол өсек-тайм рубрикасынан кейін? Жоқ, наоборот, бүкіл адам өсек айтады, честно. Неге өтірік не істейді? Бүкіл адам өсек айтады, бүкіл адам бір-бірін обсуждать етеді. Но мен оны біреудің сыртынан істеп жатқан жоқпын ғой, на всеобщее обозрение. Қыран на меня подписан, мен Қыран статистикасын көтеріп бердім, как-никак, адамдар кіріп қарады ғой. В чем проблема? Ешкім маған ренжімейді. Мен жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын, шындықты айтып жатырмын. Осылай болып жатыр. Прикиньте, мен осылай болып айтым, прикиньте, Қыран мен Айжұлдыз екеуінде не болып жатыр, ема. И бәрі кірген ғой страничкасына қараған. Мен ешқандай жаман оймен ешқашан ештеңе істемеймін. Болды, нормально. Болды, жылама, тиіспеймін. Енді жаңа өсектің бәрі бітті, айттық, ойларыңмен бөлістің. Енді қайтадан сен шығармашылығыңа ойсақ, жаңа музыка әлемі жайлы.
мамандық бойынша сен музыкантсың. Иә. Пианино. Иә. Аха. Жалпы музыкаға, өнерге қалай келдің? Сол кішкентай кезімде мама, папа, әжем болатын. Әкеңнің ықпалымен сен. Негізі көбінесе әжем, атам, мен названный атам әжем болатын. Олардың бүкіл балалары музыкант болатын. И они тоже захотели, чтобы я училась. И меня отдали, папа бәрі бірге. И все. Бұл сұрақты не үшін қойып отыр? Мені музыкаға жақынсың ғой. Мирас Жүгінісов сияқты әндеріңді біреуге арнап жазғың келмей ме? Как тебе подводку я сделала? Музыка әлеміне жақынсың ба деп вообще мынаған сұрақты қойым керек қой. Мирас Жүгінісов сияқты біреуге ән арнап ән жазғың келмей ме? Мирас Жүгінісов сияқты біреуге ән ба? Или біреу заказ берсе менен ән? Да, қалай? Заказ берсе, екі вариантта. Менде өлеңдер бар, негізі. Бірақ мен ол өлеңдерді таргетқа, рекламаға, біреу телеканалдарға сатпаймын, ешнесе. Просто ол өлеңдерді мен жазғым келді өзім үшін. Как кітап үшін? Актимель деп аталым ол. Жоқ, реально мен 4 өлеңім бар өзімнің. Мен Актимельді ғана естідім. Менде өлеңдер бар. Актимель, кажан, биткесі ғой? Что это? Я уже, знаешь, начала движение сочинять для ТикТока, чтобы тебя поддержать. Жоқ, мен 4 өлеңім бар. Видишь, оны көбісі білмейді. Білмеймін, міне айт. Мен 4 өлеңім бар. 4 жеке авторлық әнім бар. Авторлық әнім. Солт деген бір бала бар. Солт и Абай екеуі маған көмектескен өлең жазып. Музыкасын жазып берген. Орыс тілінде. Біз өлең жазғанбыз бірге. И просто мен оны ешқай жерге жібермеймін да шығарам. И ол жерден ешқандай ақша алған да жоқпын. Я захотела написать. Ол кезде андай кездер болды. Стресс болып жүрген. Ты меня бросил. Махаббат. Өлең шығардым. И оны просто мен сториске салдым, менде өлең шықты, болды. Кто хочет, пускай слушает. Енді білесің ғой, қазіргі таңда трендке айналған зат ол ән жазу. Блогерлердің барлығы әнші болып кетті. Бұл сондай бір трендке айналып кеткен сияқты. Менің ойымша галочка үшін деп ойлаймын өзім. Ал сен 4 әнің бар, тағы да ән жазу ойда жоқ па? Пока что шабыт жоқ. Есентай ше? Есентай приложение істесе деп қоймайды. Күйеуге тие алмай жүргенін көрініп жатыр осы жерде жүрсіз. Я хочу замуж десе. Есентай! Алып қашы! Надоел уже! Баған бері айтып отыр, алып қаш. Ол бірге барып алып қашамыз, короче, есен саған. Случайно звонда қылсам, мысалы, Анар, который саған звонамайтын. Ты что делаешь? Давай встретимся, кино пойдем сюда. Точно предложить. Сразу боянып кетті. Дайындалып, шпилькамен шықшы. Қызып видеодан анда бүйтетін. Деп, я заранее скажу. Хорошо, все, Есентай. Ты понял, десе. Есентай писать отыр ма? Надоело. Нет, если честно, нет, пока мы еще мы не хотим жениться и замуж. Просто, андай, я никогда в жизни не подумала, что 21 жасында бүкіл әлем маған бірақ сұрақ қояды деп. Когда замуж дегенше? Енді жаңа әндер жайлы айтып жатырмыз. Достарың Тұрар мен Таспайдың Монстр атты клипінде сен бой көрсеттің, сен шақырды басты рөлге, иә? Кімнен түсті сол? Тұрар. Маған беймәлім қайсым үшін. Өзің досың ба? Иә. Неге күлдің? Айт. Мен Тұрарға чуть ренжіп қалғам ғой. Не үшін? Ол мен концертіне шақырған жоқ өзінің. Галаленд деген бір бала бар, стендаптың. Білем ғой Галаленд. Иә. Гала айтты то, что не деп. Жоқ, ода пригласительный бар, саған арналған, беру керек деп. Өтірік әңгіме деп ойлайсың ба? Білмеймін енді неге. Маған үшін емес па? Жоқ. Енді сен Мерей жайлы өзіңнің пікіріңді білдірдің ғой. Мүмкін Мерей айтқан шығар. Разве үшін шақырмай-ақ қойшы деп. Мен Мерей олай айтады деп ойламаймын. Оның контенті ұнамаса да мы вместе с ней были во многих проектах, во многих, например, Тұрардың концертінде, алдыңғы концертінде мен ведущий болған кезде Мерей жүрді, біз екеуміз. Блин, это глупо же, Мерей, тем более кішкентай қыз емес. Енді Тұрар сен не үшін шақырмай қойды? Не үшін шақырмай? Бәрі келді ғой, бәрі бүткіл блогерлер барды ғой. Білмеймін, честно. Білмеймін. Тұрар? Ладно. Выводы сделаны, все понятно с тобой, конечно, Турарушка. Теперь меня не приглашай.
Да, ну мне же сказали, что есть пригласительный, значит, он хотел позвать. Ну, маған керек емес ол пригласить, просто маған жазса, я, инстаграмнан. Менде концерт просто... Көңіл ғой енді. Я, келе салшы? Жақсы. Ну, ладно. Енді клиптерге түсіп жатсың, фильмдерге түсу ойда бар ма? Қай жанрда фильмге түскің келеді? Біз сериалға түстік недавно. Асқар Бейсенбиннің сериалы «До конца бар» деген. Веб-сериал. Бетіне айтайын, мына жердегі ешкім сенбейді оған. Я, у меня главная роль. Моя первая... Бірінші басты роль. Да, бірінші вообще, я первый раз... У меня до этого снималась эпизод кішкентай андай. Бірақ фильмда түскем, кішкентай эпизодта түскем. Дастан Оразбековпен бірге. Я забыла, как фильм называется. Я снималась в маленьком эпизоде, но не было, чтобы у меня была какая-то роль. И до конца... Осы кімнен түсті? Асқар Бейсенбин. Өзі жазды, я. Кімнің рөлін сомдайсың ол жерде? Маха деген қыздың. Ол сериал мен бұрынғы өмірім сияқты. Почему-то. Маха деген қыз, у которой в личной жизни всегда не получается, и ол ішіп жүре береді, короче. Сен бірден келіскен шығарсың, сен оқыды. Болды. Да, бұл келеді, все деп. Бесплатно готово. И в конце ол достасады біреумен, и сол досымен жүріп кетеді. Досың кім ойнайды? Есентай. Блин, очень удивительно. Почему Есентай? Но самое удивительное то, что біз оның пилоткасына түстік қой ол сериалдың. И ол кезде біз Есентай екеуміз жүрген жоқпыз. Ол кезде вообще мен басқа жігітім болды. И біз пилоткасына түстік. Ол кезде басқа жігітім болды. Да? А чё? Ага. Жарайды. Жаңа айтып жатырмын, ол қай жанрда фильмге түскің келеді деп. Бір сөзінде айтқан екенсің, мен Қыз жібекті ойнағым келеді деп. Неге Қыз жібектің образын ойнағың келеді? Нет, ну это они так сказанули, я такая, да, окей, типа, можно. Какая разница, какой фильм. Ну, честно, маған өте қиын болды сериалда түскен. Последние дни. Нагрузка өте. Вот те, кто думает, что актер это оңай, ойлайды ойдыңдар. Ой, что там келесің, ойнай саласың. Ол қиын. Эмоционально өте қиын болды маған. Устаешь, морально устаешь. Әрине, энергия. Я біз там түнгі үште келеміз үйге, таңғы 6-та уже площадкада болуымыз керек. Өте қиын болды маған. И я задумалась реально. Актриса болғым келе ма? Я, себебі ол өте қиын. Мен үшін да, мен раньше ойлайтынмын, ой, это же там легко, придешь, отыграешь. Но отыграть тоже нужно так, чтобы люди в тебя поверили. Дұрыс айтасың. Это очень сложно. Сен қандай доссың, Разия? Менде негізі достар аз, но знакомые много, но друзей мало. Но это друзья, которые вот годами со мной. Мен бір подругам бар, Аселя, вот я же говорила, мектепте. Аселя деген подругам бар. Біз екеуміз, біздің мамамыз бір роддомда туған. Оның мамасы, мен 4-ші июльде, ол 5-ші июльде туылған. И біз кішкентай кезден бір садикке баратын, біз көршіміз. Әпкелі сіңіліс. Я. И мы все еще дружим. Все еще. И да, у меня если близкие друзья, то либо мен жүріп кетемін деп. Либо жүріп кетемін, либо өте көп уақыт дружить етеміз. Мне кажется, я очень преданный друг. Мен өте жақсы көрем адамдарға, как сказать, я люблю дарить людям радость, чтобы у них было насчет радости, мен подарок әкелдім. Вау, рахмет. Мен бағанан бері, қазір біздің көрмен ететін шығар, өтірік көрмей отырған сияқты. Мен баған бері қарап отырмын, сіздің ойладым ішімнен. Қашан береткен, маған бекен подарок или бартер мен біреуден алып Есентайға апаратыр екен деп. Мен ашсам болатын шығар, я? Аш. Жоқ, мен, короче, былай айтайыншы. Жоқ, мен андай неге кірдім, игрушечный магазинге кіргем ғой. Игрушечный магазин. Игрушечный магазин кірдің ба точно? Я, обычный игрушечный магазинге. Я поняла, что это обычный. Наны... Ана мен үшін кішкентай бала сияқты. Я, вот, осындай кішкентай бала сияқты. Осылай ашу керек подарокты. И оған игрушка беру керек сияқты. То, что с тобой ассоциируется. Маленькая девочка. Как будто мне Дед Мороз подарил. Мен подарокты осылай ашқан жақсы көрем. Жыртып, давай. Контент. Контент саған. 0,5-пен түсір. 0,5-пен түсірейін ба? Так, Разюша подарила мне подарок. Бисмилля. Ой, это очень мило.
Рахмет, Джоном, рахмет. Мои друзья, мои знакомые знают, что я обожаю игрушки именно осындай плюшевый, да? Сулеймане. Ішінде андай несі бар екен. Білмейді ол. Қандай күшті. Саған ұқсайды. Все. Знаешь, маған қаншама қонақтар келді, и ты первая, которая маған подарок берген. Спасибо тебе огромное. Қазір мен мынаны былай қоя салам. Рахмет көп. Ат қойса енді. Я весь кадр испортила деп жатыр, достар. Қазір. Айжы, көмектесші, пожалуйста. Біз енді серьезный каналымыз ғой. Не істейік енді осындай болып қалды енді. Ага. Айжы, көрініп тұр ма? Ага, все. А я вот так буду сидеть. Ат қояйық. Атын кім деп қояйық? Кім деп қояр едің сен атын? Кім деп қойғың? Енді сен бердің ғой, сен қой атын. Жоқ, өзің қой, құрсын маған. Онда ответственность істемей-ақ қой. Аты Акося болады. Мені өмірде Акося деп айтады. Серьезно? Зүйгілер, бәрі. Все, Акося. Акося дейді. Все, енді табудың жаңа жүргізушілері Акося және де Анара Батырхан. Қалай серьезно тема айтамыз? Потом. Пока бала толғанша енді нормально. Чтоб не чувствовала себя одинокой. Ой, настроением көтеріліп қалды ғой тұрып. Рахмет жан. Енді парақшаңа кіріп қарасақ, все, мен жаңа сұрақ қойдым ғой саған. Сен қандай доссың деп. Мен өзім-ақ жауап бере салайын. Разюша мынандай дос. Жауап бермей қой осы жерде. Енді парақшаңа кіріп қарасақ, сенде жігіт достар өте көп. Қыз бен жігіттің арасында достық қарым-қатынас болады деп ойлайсың ба? Жаңа айттың ғой, мен бәрімен жүріп кетемін деп. Яғни жоқ сияқты. Ну, если он не гей. Например, Арс бар ғой, но мы с ним хорошо же дружим прям. Да. Он же не традиционной ориентации, он всем это говорит. И мы классные друзья. У меня, честно, менде прям ең жақын дос, это Есентай. Он для меня друг. Твой лучший друг? Да, он очень близкий, очень прям, ну, не знаю, он все делает для меня, если честно. Есентай. И у меня нет парней, друзей, мало знакомых, да, типа Маргу, мы все знакомы. Енді жаңа айттың ғой, сен достарың жаңа Бонапарт досың болды, досың болды деп. Бізде махаббат ұшқыны оянған жоқ бар ма? Жоқ. Значит, они геи. Бірақ негізінде қыз бен жігіттің арасында достыққа сенесің бе? Әрине сенем, иә. Бар деп ойлайсың. Бар, әрине бар. Енді Есентай екеуіңнің қарым-қатынастарын қарағанда, ендеше ол ондай қарым-қатынас жоқ сияқты менің ойымша. Бір сұхбатыңда болашақ жарымның қазақ ұлтынан болған қалаймын деп айтқан екенсің. Сен үшін қазақ жігіттері қандай? Қазақ дегенде мұсылман болса болды маған. Если он мұсылман. Біздің мама айтты. Главное, чтобы он был мусульманином. Вот. Все, самое главное. Какая нация, не важно. Все нации хорошие, ну, и как сказать? Жаман ұлт жоқ, жаман адам бар. Нет плохой нации, есть плохие люди. Жақсы. Друг, который смог. Есентай, сенің көңіліңді қалай аулады? Қазір біздің көрермендер экранға жақын түсе бастады. Енді бұған дейін доспыз деп жүрген адамдар бір кездері міне біз енді девушка и парень деген кезде бәрі вау деді. Себебі өзің білесің, біз бірге гастрольге бардық. Сол кезде мысалы Есентай екеулерің шынымен доспыз деп айтып жүрдіңдер. Біз Есентай екеуміз бір машинада келе жатқан кезде мен сұрадым, Разия екеуінің араларында не бар деп. Тек қана достық қарым-қатынас деді. Содан кейін қарасам, біз келдік оңтүстікті аралап, келесі күні қарасам мы парочка. Сен туған күніңде айтты ғой. Иә. Қалай болды? Қашан лаулады махаббат жалыны? Негізі бірінші болып Есентайда начались чувства, походу. Былай болды негізі, мы мен қашан кеттім Грузияға. Короче, последнее время мы с ним очень близко начали общаться. Мы, конечно, уже почти 3 года сейчас знакомы, почти 3 жыл болды таныс болғанымызға. И до этого біз кездесіп осылай болмайтын, чтобы мы каждый день виделись. Там иногда можем увидеться, написать, не істеп жатсың, что тамақ ішіп қайтайық. Ода бір көмек керек болса, менен сұрайды. Менен бір көмек керек болса, там вот осылай. Сен дайынсың. Иә. Сосын последнее время Есентай екеуміз қатты общение ұстап қойдық. Прям күнде кездесеміз.
күнде сөйлесеміз. Я, егер біз бір-бірімізге жазбасақ или кездеспесек, біздің күніміз өтпейді. Реально. Бір нәрсе жетіспейтін сияқты. Потом мен үйге кетіп қалам. И ол кезде тоже бір семейный проблема болып қалады менде. И мен Есентай көреді, лучше друзьяға желает, лучше друзьяға более открытая, чем даже в обычном основном. Я лучше друзья закидываю, как, типа, я плачу и говорю, типа, все, я устала, типа, я вообще не хочу приезжать, хочу в Алмату обратно, все, я устала от этого всего, деп естіп салам. И Есентай маған не болды деп жазады. Хочешь, я прилечу деп жазады. Қумаш тебе жазам, что угораешь? Ол билет сатып алды да, келесі күні Жезқазғанға келеді. Вот. И мамаға айтам, вот мама Есентайды біледі, ол Есентай келейін деп жатыр. Біздің мама стол істеп, күтіп алып, я Есентай біздің үйге келіп, мамамен таныс, мамаға ұнап қалды, Есентай күшті бала екен деп. Но бірақ біздің мама дружба дегенге енді қатты не істемейді да. Мамаң сол кезде байқап қалған сияқты Есентайдың. Походу, я типа точно доссыңдар ма? Жақсы бала. Анан саған бір түрлі көзбен қарайды деп мама. Ол кезде біз дос. Мамалар сезеді ғой. Мама, біз жүрмейміз, мам, біз доспыз. Сен ол кезде сезімін байқаған жоқсың ба сонда? Жоқ, просто мен үшін жақын дос болды. Осылай. Себебі ол кездерде біз Есентай екеуміз открыто ол өз сөйлесіп жүрген қыздар туралы айта алады маған. Мен сөйлесіп жүрген жігіттерім туралы айта аламын да. Осындай. Кәдімгі лучший дос. Жан дос. Есентай айтады ғой, егер сен жігіт болсаң, біз екеуміз мощный дос болатын едік деп андай прям. Айттың ғой бір сөзіңде, менің қыз түрім. Иә. Менің қыз түрім ол Есентай, Есентайдың ұлтыры ол менің. Екеуміз прям отражение, прям екеуміз бірдей адам сияқтымыз. Мен ойлайтынмын еще. Біз Есентай екеуміз күшті доспыз, бірақ біз пара бола алмаймыз деп. Неге өйтіп ойлайтынсың? Білмеймін. Осылай ойладым почему-то. Он говорит, мен сен бетіне могу что-то там плохое сказать, но сенің артынан всегда күшті сөздер айтатын. Дос деген осындай болу керек. Ол үшін Есентай сен жайлы әрқашан мақтайды. Иә, менің бетіме ешқашан мақтамайды мені. Иә. Ал артынан мақтайтын. Есентай маған айтады, серьезно разговор бар дейді саған деген. Вот. Мен айтам, кел давай сөйлесеміз. Ол келеді, біз екеуміз тұрамыз деп. Сосын Есентай маған айтады. Суретке барып келдім деп, не надо. Есентай маған айтады, короче. Екеуміздің арамызда не бар дейді маған, короче. Потому что енді уже екеумізді сезіп жатырық, что не так. Уже тянет друг другу. Кетті, Разия, кетті арамызда. Разия, еще я помню, ол андай екі сөздің басын қосылмай, хотя Есентай всегда четкий, ол бүкіл ойын жақсы жеткізеді. Мен Есентайдың бірінші рет қобалжығанын көрдім. Ол даже сахнаға шықса да ол қобалжымайды. Сен де қобалжып тұрсың. Жоға, мен вообще түсінбей тұрмын, ой не болып отқан. Мен пранк деп ойладым, если честно. Ойлаштан, давай расстанемся, жүрмей жат. Серьезный разговор бар. Ол говорит, екеуміздің арамызда не болып жатыр деп. Мен тұрмын, не болып жатыр деймін. Разия, типа, я осылай бір болмай, вообще он не мог, он не мог, он вот так не мог сформулировать свои мысли. Он говорит, Разия, либо был достық, когда-нибудь когда-нибудь дружба закончится. Я. Сенің там болашақ жарың, менің болашақ жарым пайда болады, и когда-нибудь по-любому закончится, да. Но я не хочу, чтобы это заканчивалось, да, маған? И мне кажется, уже у нас больше, чем дружба, лично у меня к тебе вот очень такие чувства. Я говорит, когда тебя не было в городе, маған как будто чего-то не хватало, да? Вот, и мы маған там, жоқ, Есентай, не гони, я не хочу портить нашу дружбу, да, не будем мы встречаться, нельзя так. Он говорит, дай шанс, типа, ты не пожалеешь. Просто давай один раз, попробуем, и ты не пожалеешь, правда, типа. Я сделаю все. Я такая, ну ладно, короче, да, попробуем. Сен кетер емессің? Иә. Но бізге бірінші уақыт өте непривычно болды. Біз вот оңтүстік турға бардық. Маған мен подписчигім 101 роза жібереді. Оңтүстік турда жүріппіз. И маған гүл жібереді. Я приняла, типа, подписчик же отправил. А Есентай қызғанды. Мен Есентайдың қызғанғанын бірінші рет көрдім. И я такая, типа... Біз тамақ ішіп отырған кезде, Есентай сөйлемей отырған кезде, тамақ жемей қойған кезде, сол кезде... Иә. Есімде, Есентай бұртып, сен қасына бір кезде бүйттің. Мен түсінбей жатырмын ғой. Мен оның бәрін бақылап отырмын, бүйтіп отырмын. Наусикші, өзім сияқты.
енді Есентай менің қасымда отырды, сен мына жерде отырдың, ол вообще сен саған жаққа қараған жоқ, ол өте көңілсіз отырды, мен байқадым. И маған айтады, кетіп шығайық далаға сөйлесеміз, типа. Біз шықтық, и мен Есентайға айтамын. Сол кезде, прикинь, вот только через сейчас 2-3 дня. Мен Есентайға айтамын, я хочу с тобой расстаться, ты меня... Просто изначально мы поставили свои эти границы, правила, да, какие-то. Давай не будем ревновать. Я тебя выбрала, ты меня выбрал, все. Доверие даже. Ага. Типа, андай детский сад болып кетпесінші, пожалуйста, біз үлкен, екеуміз взрослые люди, типа, зачем такое? И когда он, типа, начал гүл берді саған. Бытовуха началась. Знаешь, я не в понятке, ты что, больной? Мен шығам, айтам, что за фигня, типа, зачем тебе бүкілін көзінше өзінің характерін көрсетіватсың? Ну да. Да, мне это не нравится. Да, зачем ты так делаешь? Он говорит, я не знаю, это в первый раз у меня, мен өзі сезім, типа, не могу удержать. Я даже не знаю, как отреагировать на это. Да, я не могу это удержать, типа. Ну, түсінуге болады ғой. Вот, и я такая, нет, я хочу расстаться, мне это не нравится. Типа, он говорит, Разия, кума, көтінді қыз, все, типа, мы начали, все, до конца, все. И вот он говорит, главное, не принимай подарки. Ладно, от парней не принимай, ладно, от девушек, от парней идет, да? Роза, это же понятно, что внимание, что... Еще ол кезде біз айтқан жоқ болайсың да екеуміз жүреміз деп. Бәрі ойлап жүр, что я свободна, и вот мне парень отправил. И он говорит, да, ты сейчас дала этому парню шанс, дейді, да? Есентайдың қай жері ұнайды саған? Өзіңе, өз басыңа? Есентайдың қай жері ұнайды? Есентайдың бүкіл жері ұнайды маған. Реально, Есентай мен үшін ол идеальный жігіт сияқты. Вау. Есентай сияқты мені түсінетін адам бұл әлемде жоқ сияқты. Шын айтамын. Есентай сияқты маған поддержка беретін, Есентайға айтамын, вот маған осында түсіру керек, давай түсіреміз, давай істейміз, давай. Есентай мен мамам келатыр, давай күтіп аламыз, күшті машинадан істейміз, давай, что хочешь, все для тебя сделаем. У меня старый телефон был плохой, он маған, сен контентің жақсы болсын, мен саған телефон алып берді, на тебе дарю, он для меня все делает. Он говорит, я готов для тебя заменять и отца, и брата, все, что ты хочешь, я все для тебя делаю. Есентай, жарайсың. Да. Біздің Есентай кәдімгі мужик екен. Романтик үндемей. Но, десе, менің заслугам бар ғой деп өзімді хотеть жүрсе. Ну, у нас взаимные, честно, все взаимное. Как он меня поддержит, так я его поддерживаю. Қазір қарым-қатынастарың жақсы, иә? Ата-аналарың барлығы білет, оның ата-анасы да, сенің ата-анаңды, иә, барлығы білет. Қарым-қатынастарыңды. Қарсы емес. Той қашан деп жатқан жоқ па, өздері қысым жасап? Енді мама айтады, біздің мама. Өтіп жүрмеңдер, енді болды, енді неке қиып, хотя бы. Енді сұрақ қойын, бағана айтып жатсың, біз әлі дайын емеспіз деп, бірақ қалай болса да, білесің, тұрмысқа шығу керек, иә? Қыз балаға, ұл балаға да үйлену керек. Қашан деп ойлап жатсыңдар, жоспар бойынша? Негізі, білмеймін, ну, мы хотим купить квартиру, үй алып, аяққа тұрғанда уже. Мы не хотим быть такой парой, знаете, разводтар көп қой қазір. Біз бір-бірімізге сенімдіміз. Мен Есентайға 100% сенемін, ол менің адамым. Мен Есентайдың 100% адамым. Біз, ну, даже не ругаемся, ничего такого. Қызғанбайсыңдар бір-бірін? Қызғанбаймыз. Қазір ондай жоқ. Қызғаншақ емессің ба? Ну, мен Есентайды қызғанбаймын. Қызғаншақ емеспіз. Мен Есентайға сенемін просто. Негіз қызғаншақсың ба? Ну, могут быть такие моменты, вдруг там Есентай там это как бы что-то сделает, но Есентай маған повод бермейді да қызғануға, ешқандай повод. А ол Есентай қазір қызғана ма сені? Жоқ, қызғанбайды. Қазір қойды. Біз бір-бірімізді қызғанбаймыз, повод жоқ. Вот, ертең аяққа тұрғанда, квартира алғанда, уже свободно. Просто мы не хотим, почему-то сейчас очень много этих разводов. Аяққа тұрмай жатып, дайын болмай жатып, үйлене салады. Айтады ғой, үйлену оңай, үй болу қиын деп. Дұрыс, жақсы шешім, аяққа тұрып алу керек, жарайсыңдар. Знаете, я заметила, Есентайға қатты хейт келеді подписчиктарынан. Қазақ қызы жоқ па? Есентайға жаза ма? Иә, қазақ қыздары көп қой, не өзбек қызын ұстап алғансың деп. Ол қалай жауап береді оларға? Ол мән бермейді. Ол маған көрсетпейді. Это мен өзім оқып отырамын. Ал сен жалпы хейттерге қалай қарайсың? Сенің посттарыңды оқып жатсақ, Разюша семіріп кетіпсің, немесе сен өзге ұлт өкілісің деген өте көп жазбалар бар. Қалай қарайсың сол хейттерге? Негізі, шыны керек, мен эмоциональный адам болғаннан кейін, чувствительный, раним, мен жүрегіме алам қатты. Бірақ әр адамның өз ойы бар, өз пікірі бар. Енді әр адамның аузын жаба алмайсың ғой. Бағана айтқанымыз, әркімнің өзінің ойы бар. Әркімнің өз ойы бар. Мен әр адамға ұнауға міндетті емеспін. Үлкендердің жасаған қандай қателіктерін сен жасамаушы едің?
мысалы өз балаларың болады бұйырса қалай тәрбиелейтін едің оларды? Мен өз балама еркіндік беретін едім, ең бастысы. Мен өз балама сен ты обязана учиться на 5 деп ешқашан айтпайтын едім. Десе, ну, четверка для меня это... Әкеңнің тәрбиесін берер едің, иә? Я еркіндік беретін едім балама, болды. Еркін. Кім болғың келеді, бол. Хочешь стать, не знаю, блогером, стань блогером. Қолдау дейсің ғой. Я қолдайтын едім. Енді сенде артық салмақ болған білеміз, бірақ сен өзімді қалай бар, солай жақсы көремін деген пост шығарыпсың. Өзіңді қалай қабылдадың? Өзімді қалай қабылдадым? Негізі, так, сейчас сформирую в своей голове. Сен жылайын деп жатсың ба деп ойлап қалдың ғой? Жоқ, жылап жатқан жоқпын. Нет, ну, біз бәріміз адамбыз, мы все разные. У каждого свой стандарт красоты. Если я буду подстраиваться под чей-то стандарт, мен ауырып қалуым да мүмкін. Так что... Бізде 90-60-90 болу керек деген. Я, это уже не стильно, ребят, 90-60-90 ол стильно емес. Стильно быть такой, какая ты есть. Ну, у всех стандарты красоты свои разные. Все. Әр адам өзінше. Мен өзіме қараймын, айнаға, мен өзіме ұнаймын болды. Мен саған ұнамасам, ол сенің проблема, сенің вкусың жоқ ол. Значит, сенің вкусың жоқ. Саған ұнамасам, сенің вкусың жоқ. Жазып ал. Темекі жазып алдың ғой? Бірден. Жоқ, негізі, вот реально, әр адамның өзінің стандарты, өзінің әр адамның өзіне ерекшелігі бар. Как ай көрінер көзіне, қалай, как это, как себе сказать, у каждого человека, если тебе, ну, я не знаю, как тебе объяснить. Я әркімді көзіне, ай көрінер көзіне деп айтады. Айнада отырып сөйлесейсің. Вот в натуре, у человека есть какой-то стандарт в голове, и все. Ему нравятся только такие девушки. Анджелина Джоли болды. Я, болды, осында ерні үлкен қыздар, көзі үлкен қыздар, арық қыздар ұнайды. А есть такие люди, которым, например, былай қарайды, блин, қыздың харизмасы күшті екен, маған харизмасы мен ұнайды. Бар ғой? Все. Я не обязана всем нравиться, ты тоже не обязана всем нравиться. Ja, дұрыс. Мы такие, какие мы есть. Значит, сен вкусың жоқ. Егер де мен Разия сендерге ұнамасақ, значит, сендердің вкустарың жоқ. Понятно. Монтажбен қойыңдаршы. Білесің ғой, адам мінсіз болмайды. Бір өзіне ұнамайтын изяндары болады деген сияқты. Өзіңнің бойындағы қандай қасиет саған ұнамайды? Осы жерде ашыла айтсаң. Мына жерімді өзгертер едім деген сияқты. Мәселен, сырт келбеттен емес. Сырт келбеттен болсын, мінезден болсын мүмкін. Жоқ, сырт келбеттен маған өзіме ұнайды. Скромность. Маған өзімнің характерімнан, наверное, мен қатты ашық сияқтымын. Маған сол ұнамайды. Сене бересің ба сонда адамдарға? Адамдарға сене берем. Даже енді бір адаммен бірінші күн танысам да, мен сразу, сен білесің ба, менің үйімде мынандай, сен білесің ба, бүкіл нәрсені айта саламын. Үйде болған жағдайды бәрін айта саламын. Все. Мен даже ойламаймын, ой, блин, ертең мен туралы былай айтады ғой, ертең мен туралы былай ойлайды ғой. Просто айта саламын ойыма келген нәрсені. Болды. Жаңа өзің айтып жатсың, ойымда келген заттардың барлығын айта саламын. Тек қана өзің жайлы емес, басқа біреудің мінезінде айтып жіберу мүмкін. Иә. Маған ренжуі да мүмкін ол туралы. Иә, осы тік мінезің саған кесірін тигізеді деп ойламайсың ба? Сол кесірін тигізеді ғой, вот именно из-за этого говорю, что ол менің бір жаман қасиетім сияқты. Шамалы мінезің. Иә, нужно быть немножко, наверное, закрытой. Ну, типа, не все говорить людям. Қазір ішесің ба жалпы? Жоқ. Қазір қойдың. Қанша уақыт болды қойғаныңа? Ораза уақыты болды ғой, сол кезден бастап қойдым. Енді сені қазір көп қыздар көреді ғой. Сол кезде айттың, мен ашық салдым ішкенімді деп. Мені қазір жас қыздар көріп жатыр, менің істегенімді істейді деп қорқан жоқсың ба? Мен ешкімді призывать еткен жоқпын ғой. Ішіңдер менімен бірге. Жоқ, енді сол нәрсе жақсы шығар деп ойлап қалады деп қорқан жоқсың ба? Мен таки айтатынмын, что ол жақсылыққа апармайды. Например, мен келесі күні айтамын, ма, прикиньте, мен кеше. Басым ауырып. Я, типа, босқа аштым. Мен кеше, был один случай, мен ішіп алдым, мені клубта бір қыз ұрып тастады. Айтушы. Мұрнымды бірдеңке істеді, мұрныма не үшін төбелестіңдер? Үй тапсырмасын жасап береді ма? Жоқ, просто что-то она меня, короче, блин, просто так, короче, она меня сама не любит, өзі де ішіп алған ғой қатты, ана қыз прям.
и ол жақсылыққа апармайды, шыны керек, реально ішімдік бар жерде береке жоқ. Я. Төбелес болады. И самое главное, это деймін, я много пила, честно, и менде язва пайда болды. Язва. Я. Асқазанда язва. Я, и мен оны открыто айттым, өзімнің оқырмандарым ба қандай кері әсер? Я, осындай. Қазір ішпейсің ғой енді, қойдың ғой. Я уже, сколько уже? Кастрирование жасады ғой. И сондай жасады. Дұрыс қойсаң жақсы екен, енді әлі жассың, өмірің алдында. Өмір алда. Иә. Қазір қойдым деп жатсың. Қанша болды қойғаныңа? Сол оразадан бастап. Оразаға байланысты, иә? Оразадан бастап қойдың, қазір сен білуімше намаз оқисың. Иә, иә. Yeah. Но мен вообще жақсы көрмеймін ол теманы, потому что көп адам бар, әр адамның религия деген мнениясы әртүрлі. Сол үшін айта бермейсің. Я, мен айтқым келмейді вообще. Мен бір рет айттым ол туралы, и все, я не хочу больше об этом говорить. Болды. Ол менің ішімдегі нәрсе деп ойлаймын. Религия ол әр адамның. Немесе мақтанудың қажеті жоқ дейсің. Мен жақсымын бәріне, мен оқыдым болды деген сияқты. Религия ол әр адамның ішіндегісі. Даже вот мен айтайын дегенім еще бір нәрсені, адамдар ойлайды, егер сен намаз оқысаң, либо сен осы тура жолда жүрсең, сен идеальный болу керексің. Человек не идеальный, идеальный ислам. Бола алмайды. Я. Ислам идеальный. Но человек, который в исламе, он каждый день пытается бороться с собой и каждый день пытается идеализироваться. Порой каждый день борется с собой, своими грехами, своими навстигами, с этим борется. Но он не идеальный. Так что никогда не надо меня идеализировать или еще кого-то, кто намаз читает. Ол сендердің ішіндегі нәрсе, ол религия. Дұрыс. Біздің бағдарламамыздың күшті сәті келіп жеткен сияқты, ол рубрика. Саған қазір әр түрлі тапсырмалар айтамын, әр тапсырмаға 10 секундтан беремін. Сен тезірек и четко жауап беру керексің. Жарай ма? Бірінші, өзіңді 5 сөзбен сипатта. Я проигрываю! Блин, приз бересіңдер ма? Мәлісің. Жоқ, я ее Акосю никому не отдам. 5 сөзбен сипатта. Қандайсың, я? Мен шынайымын. Мен қандаймын? Сен жаңа айттың ғой, мен скромныймын деп, мен осындаймын. Айдем айта берсейші. Мен скромный деп айттым ба не? Өтірік айдемін деп айта берсейші. Шынайымын. Шынайы. Ранимый деген қалай? Ранимый. Ранимый. Шынайы. Ранимый. Мен күштімін. Күшті. Боже мой. Словарный запас десең. Мен әдемі. Ранимый, шынайы, әдемі, күшті, крутой. Болды. Өзімді мақтай алмайым. Сильный. Мен ленивыймын еще. Қатты ленивыймын. Ленивый, жалқаумын мен. Мен 5 қасиетке жатады ғой, мен жалқаумын. Сен 10 қасиет болып кетесің, болды, жарайды. Жарайды, 5 мінезіңді өзіңнің сипаттадың. Реніш, мұң, ашу, еркелік, қуаныш сезімдерін көрсет. Ренішті көрсетші маған. Енді сен актрисасың ғой сен? Может, мен актриса емес. Басты рөлге не үшін түстің? Давай қалай алғанын көрсет. Ол жақта мен ренжіген жоқпын ешкімге. Жоқ, реніш эмоцияны көрсетші бүйтіп. Болды, қойшы. Міне. Сентайға ренжіп қалдың. Сентай саған киіндір алып бермей қойды. Оқымаш мен осы ренжімеймін. Не үшін ренжіп қалдың мүмкінсің? Анара қойшы, мен ренжімеймін дедім ғой. Болды. Мұң. Мұң деген это не ма? Мұң деген андай, іште андай. Обида. Честно, мен түсініп отқан жоқпын сенен солай. Сен істеп қойдың уже. Ашу. Хватит, ты сказала, Анара, блин, надоело уже. Еркелік. Ана, маған ба? Қуаныш. Серьезно маған ба? Мишканы. Жмот десең бүйтіп. Упырауға менікі. Енді Есентайды қалай еркелететініңді көрсетші. Мен Есентайым қара. Есентай пришел мне. Разюша, привет. Жаным менің пусена. Кімнің жігіті. Осылай еркелетесің. Сен солай еркелетесің ба? Есентай осылай еркелей ма не кәдімгідей? Аяғын көтеріп тұрып. Кімнің жігіті деген. Өзің сүйіп тыңдайтын 5 әнші. Ғалымжан Молданазар, Топчик, Дархан Жус, Мирас Жүгінісі.
не істеймін, Сэм Смит 4-ші тұр дейді. Мен Сэм Смитті негізі қатты жақсы көремін, неге 4-ші тұр білмеймін. Неге Сэм И Смит? Бейонсе. Джеймс Артур. Тұрар жоқ, потому что Тұрар сені концертке шақырмай қойды. А то сен айтатын еді вообще. Ля-ля-ля-ля-ля. Соңғы өзбек тілінде көрермендерге сәлем жолда. Ассаламу алейкум, құрметлі азиз мехманлар. Бүгінгі кешімізді себепшісі болған. Сен капец Хаммасы жақсы. мен түсініп жатқан сияқтымын. Сен жамандап жатқан жоқсың ба? Жоқ. Давай, Анара күшті қыз, Анараның бағдарламасын көріңдер, ютубта шығады. Анара яқшы чырайлы қыз. Ютубтан көріңдер мен. Ютубта көріңдер. Ютубта көріңдер. Ютубтан көріңдер осы бағдарламаны табуды. Ой, құрсын, все, мен мұйым сынып қалып жаңа секунд. Иә, күшті болды. Бүгінгі біздің бағдарламамыз өте шынайы ашық өткен сияқты. Есентай екеуің енді бақытты болып, келесі жолы екеуің жұп болып, муж и жена болып келулеріңе тілекшімін. Өміріңде тек қана жақсы жағымды сәттер өте көп болсын, Разюша. Рахмет Всё бүгін взаимно. уақытыңды бөліп келгеніңе. Акосяға рахмет. Бұл мен жанымда жүретін любимый игрушкалардың бірі болады. Достар, бүгінге айтарымыз осы. Сіздерге ұнады деген үміттеміз. Міндетті түрде лайк басып, коммент жазыңыздар. Келесі бағдарламада кімді көргілеріңіз келеді? Қош сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Анара Батырхан және сүйікті блогерлеріңіз Разюша. Бәріне рахмет. И Акося! Блин, классно. Мен де всегда сырғам қапсызды классно. Ойбай. Байқұс.